Әбілда бірінші күннің сұрағына мүдірмей жауап берді. Мәлике оның діни сауатын байқайын деп жұмбағын тек мұсылмандық ережелерден бастаған еді. Жігіттің шешендігі мен білгірлігіне таң қалды. Мұндай терең мағыналы әмір мағруф естімегелі қай заман. Мықты деген ғұламалардың өзі Мәликенің бірінші күн қойған сұрақтарынан сүрініп, абырой беделі күліп болатын. Түркі баласының мұндай хикмет пен даналықты қалай үйренгеніне жұрт та таң болды. Патшайым жігіттің демалуына рұқсат етіп, қонағасына қой сойып сыйлады. Ертесіне таң атпай қала жұрты сарайға жиналып алыпты. Әбілданың даңқы түні мен көше-көшені аралап, сай-саланы жағалап, дүйім елге түгел жеткен тәрізді. Бәрі Түркістаннан келген ғұламаны бір көруге іңкәр болып жиналған бет екен. Етікші бізін, тігінші инесін, ұста шегесін, саудагер базарын, аспаз қазанын тастай сала ордаға келді. Топ халық сарайға сыймай, ұзын сонар кезекке тұрды. Патшаның сұрағы мен Әбілданың жауабын сырттағы жұрт есіктегі күзетші сарбаздардан естіп, бірі екіншісіне, екіншісі үшіншісіне жеткізіп жатты. Сонымен Мәлике екінші күннің сұрағын бастап кетті. Адам неден жаралған? Топырақтан. Дәлелің бар ма? Дәлел адамның дене мүшесі. Екі иығы тауға ұқсайды. Қатты сүйегі тасты еске салады. Жерде ащы тұщы бұлақ болатын болса, адамның да құлағынан, көзінен, тілінен ащы тұщы су ағады. Жерде салалап аққан өзен дария толып жатыр. Кісінің де 62 тамырынан аққан қан сан салалы өзенді еске салады. Жер сілкінсе тау-тас дірілдеп зілзала болады. Бізде түшкіргенде денеміз дүр сілкінеді. Шашымыз шөп сияқты. Олар да үнемі жаңарып өсіп отырады. Жерде үңгірдің 7 атасы толып жатыр. Адамның да құлағы, мұрны, аузында үңгірге ұқсас қуыстар бар. Берекелі тың жердің мол өнім беретіні сияқты, ақжүрек момынның да қоғамға берер өнімі зор. Кейбір жер қурап шөл далаға айналады, сол сияқты қуыс кеуде пенде де қу медиен далаға ұқсайды. Адам атаны қай топырақтан жаратты? Адамның бет-әлпетін Меккенің топырағынан жаратты. Сол себепті иманға ұйған адам Меккеге қарап бет түзеп құлшылық ету парыз болды. Бір қолын батыстың, бір қолын шығыстың топырағынан жаратты. Сол себепті адам баласы қалаған тарапынан ұнатқан бұйымына қол жеткізе алады. Екі аяғын мәңгі тоңғатып жататын солтүстік тараптың топырағынан мүсіндепті. Адам аяғының мықты әрі суық болатыны содан қалыпты. Бағдат пен Шамның топырағынан кіндік пен қарын тұсын пошымдады. Сондықтан Бағдат пен Шам әлім-білімнің ошағына айналды. Адамның кеудесін таудың топырағынан жаратты. Тәкаппарлыққа ұрынғанда көкіректің көтеріліп кететіні содан екен. Ал арқа балшығы Сахараның шағыл қомынан иленді. Адамның жон арқасы өте төзімді болыпты. Білегін Тұран даласының топырағынан жаратты. Сол себепті білекке қайрат пен күш молынан дарыды. Сүлеймен патшаны сөзден жеңген бар ма? Бар. Ол құмырсқа болатын. Бірде Сүлеймен пайғамбар, «Ей құмырсқа, сен артық жаралдың ба әлде мен бе?» деп сұрады. Құмырсқа, «Әлбетте мен артық жаралдым. Неге десең, сенің өзге денеңе қарағанда басың кіші. Басың кіші болғандықтан да көп жағдайда денеңнің ырқына еріп кетесің. Ал менің басым үлкен. Денем қанша арбаса да басымды еркіне жетектей алмайды. Сенің қарның жуан екен. Соған қарағанда денеңді қарның билейді. Тойымың жоқ, қанағатың аздау болса керек. Менің қарным қылдырықтай. Нәпсім иттей болып қанша ұлыса да дегеніне көнбеймін. Бір күнде жарты тарыдан артық тамақ жемеймін. Асымды досыммен бөлісемін. Екі аяғың денеңе қарағанда шиде екен. Соған қарағанда ауырдың үстімен, жеңілдің астымен жүретін болсан керек. Мені қараш, басқа денеме қарағанда бөксем жуан. Өзімнен 6 есе үлкен міндетті ауырсынбай арқалай алам. Тәңірі мені жаратқанда ақылымды көп етті. Тамақ үшін уайымымды жоқ етті. Көңілімді тоқ етті. Өзімнен зорды көтеретін күш берді. Әлбетте сенен артық жаралғанмын деді. Сүлеймен сөзден тосылды. Пақырлық кімнен қалған? Әзіреті Қайсадан қалған. Оның су ішетін ағаш кесесі ғана бар еді. Бір күні бұлақтан екі алақанмен су ішіп отырған бір кедейді көрді. Мынау менен де өткен пақыр екен. Менде бір кесе болса да дүниенің байлығы бар. Бұл байғыста су ішетін ыдыста жоқ, деп ағаш кесесін әлгі кедейге сыйлап кетіпті. Ажал сәті таяп бір күні Қайса Тәңірі әлеміне сапар шекті. Алайда 4-ші қатта тұтылып,
ары қарай өтуіне Тәңірі тағала рұқсат етпеді. Уа жасаған ием, менен өткен кедей жоқ еді. Қай тұстан тұтылдым деп сұрады Ғайса таңғалып. Тәңірі тағала: ей Ғайса, адамда сенен өткен пақыр жоқ. Кедей өмір сүрдің. Біреуге қылдай қиянат жасамадың. Бірақ сонда да пақырлықтың шыңына жете алмадың. Шапаныңның астарын ашып қара. Ол жерде жыртықты жамайтын жалғыз инең бар. Сол ине Тәңір әлеміне өтіп кетті. Менің талабым бойынша ақиретке пәниден бір сабақ жіпте алып өтуге болмайды деді. Сол кезде Әзіреті Ғайса өкініштен аһ ұрған екен. Жердің салмағынан ауыр зат бар ма? Бар. Ол кәлима шахадат. Заманда Әзірет Әлиден асқан күшті болмапты. Қуаты бойына сыймай, жердің тұтқасы болса көтеріп алып айналдырып ойнар едім дейді екен. Бір күні жердің тұтқасын іздеп жолға шықты. Алдынан бір қария кездесті. Ол: Әли балам, түйіншегім түсіп кетті, соны алып берші. Мен еңкейсем тұра алмаймын, тұрсам еңкей алмаймын деді. Әли аттан қарғып түсті. Түйіншек дегені алақандай зат екен. Бір саусағымен іліп алмақшы болып еді, сұқ саусағы майысып ауырып кетті. Білекпен көтермек болып еді, түйіншек қозғалмады. Екі қолмен көтеріп еді, тізеден жерге кіріп кетті. Сол кезде қария: балам-ау, сені де күш көп деп жұрт мақтайды-ау. Бірақ торғайдың тұрқындай түйіншікті көтер алмадым. Сен жердің тұтқасын іздеп табарсың. Бәлкім көтерерсің, бірақ жерден де ауыр зат бар. Ол кәлима шахадат депті де, түйіншікті таяғымен іліп алып, жөніне кетіпті. Әлиге кездескен қария Қызыр ата екен деседі. Ал түйіншікте жапырақтай қағазға жазылған кәлима шахадат екен. Өкіні не үшін өлтіруге болмайды? Топан су біткен соң Нұх пайғамбар кемені шалдыратын жер іздеді. Сол кезде аспанмен тірескен асқар таулар Нұхтың кемесі маған тоқтайды деп бір-бірімен таласыпты. Қазғұрт тауы ғана басын иіп, заңғар таулар тұрғанда бізге не жорық? Кеме бізге тоқтамайтын шығар деп кішірейіпті. Қазғұрт тауының мінезі Жаббар хаққа ұнап пайғамбарына: кеме Қазғұрт тауына шөксін деп әмір етті. Нұх: Қазғұрт тауын қалай табамын деді. Тәңір тағала сол сәтте үкі деген құсты жаратып жәрдемге жіберді. Үкі күндіз де түнде де жол бастап кемені аман есен Қазғұртқа шалдырды. Нұх риза болып үкіге батасын берді. Содан бастап үкіні өлтіруге болмайды деген тыйым қалды. Қарлығашты неге өлтіруге болмайды? Намұрт патша Ыбырайымды отқа жаққанда қарлығаш қанатымен су тасыды. Пайғамбарға болысты. Ыбырайым оттан аман шыққан соң қарлығашқа риза болып батасын берді. Содан бастап қарлығашқа тиіспе деген тыйым қалды. Денесі 7 күнде шіріген қай пайғамбар? Ол Жүсіп пайғамбар еді. Мысырға патша болған соң әкесі бауырларын ертіп Жүсіпке сәлем беріп келді. Жүсіп аттан түсіп алдан шығайын деп еді, уәзірлері: уа хан ием, ұлық патшаға қараның алдында аттан түскен жарамас, абыройыңыз түседі. Кешірімді кең Алла сіздей пайғамбардың күнәсін кешпегенде кімнің күнәсін кешеді деп кеңес айтты. Жүсіп соған иланып әкесінің сәлемін аттың үстінде тұрып алды. Бұл қылығы Құдайға жақпады. Өлген соң денесін 7 күнде шірітті. Әсілінде пайғамбар мен әулиенің денесі шірімейді. Тек әдепсіз қылығы үшін Жүсіптің ғана денесі шіріп кетті. Адам ата үмбеті мен ақиреті нешінші сапта тұрады? 3-ші сапта тіріледі. 1-ші сапта Әзіреті Мұхаммед пайғамбардың үмбеті тұрады. 2-ші сапта Хадиша анамыз Әзіретті пайғамбардың әйел үмбеттерін бастап тұрады. 3-ші Адам ата өз үмбетімен тұрады. Себебі Адам ата бидай жеп күнәлі болды. Хауана бидайды еріне еркелеп жегізді. Ал Хадиша анамыз барында нарында Әзіреті Мұхаммедтің хақ жолына арнады. Өзі де соның жолында құрбан болды. Бір күні 4 періште бір сұраққа таласыпты. Таба алмай 4 мәселе қарасыпты. 1000 жыл ойлап, жауап таппай тарасыпты. Ол не сұрақ еді? Шешуі қандай? Ол 4 періште Жебірейіл, Мәкәйіл, Ысырапыл, Әзірейіл. Олар 4 сұрақтың жауабын таппай сансырады. Адамның дәрежесі несімен артады? Пендені ақиреттен құтқаратын не нәрсе? Пенденің Құдайға қайсы ұнамды? Қандай нәрсе пенденің бүкіл игі ісін жоққа шығарады?
Бұл сұрақтардың жауабын таппай төрт періште Мұхаммед пайғамбарға жүгініпті. Сонда мүбәрәк бүйдеп жауап беріпті. Адамның дәрежесі жомарттық іс қылғанымен артады. Пендені ақиреттен құтқаратын нәрсе үміт пен күдік. Пенденің Құдайға ұнайтын нәрсесі ынтымақ. Пенденің бүкіл ісін жоққа шығаратын нәрсе мақтан сөз. 8-ші пейіш қайсысы? Ол Иран bağı. Ертеде Шәдат патша Тәңірмен теңесемін деп, жер бетінде жәннат тұрғызды. Бүкіл жемісті егіп, алтын күмісті төгіп, 20 жылда әдемі бақ жасады. Оны түрлі аңқұспен толтырды. 20 мың қызбен 20 мың ұлды бақшаның қызметшісі етіп бекітті. Ертесіне өзі салған пейіштің табалдырығын аттай бергенде, Әзірейіл періште жанын алды. Ал Иран бағын періштелер көкке алып кетті. Осылайша пейіштің саны 8 болды. Пейіштің саны неге тозақтан көп? Себебі Алланың қаһарынан мейірімі артық. Балаға ат қойып, азан шақыру кімнен қалды? Жебірейіл періштеден қалған. Әлімсақта Ібліс адам атаның құлағын сипап, құлағы хақ сөзіне керең болсын, бос сөзбен есірік өлеңге үйір болсын депті. Сол сәтте адамның құлағы бітеліп, хақтың хикметін естімей қалды. Тәңірсі Жебірейілге бұйырып, адамның оң құлағына азан шақыр. Хикметтің мазмұны азан арқылы көкірегіне құйылсын. Сол құлағына тәкбір айт. Хикметті сөздер сол құлағынан шығып далаға кетпесін деді. Сол кезде періште алғаш рет адамның оң құлағына азан, сол құлағына қамат айтты. Осыдан соң ғана адам атаның құлағы хақтың әуезін естейтін болыпты. Тәңірсі оттан нені жаратты? Алғаш екі мақұлықты жаратты. Бірі әбілет, екіншісі тәбілет. Олар аяғын айқастырса, әйелге, талтайса, еркекке айналады екен. Сол себепті қыз баланың аяғын талтайтып, ер баланың аяғын айқастырып отырмауына тыйым шыққан. Әбілет пен тәбілет некесіз жұптасып, одан әбіліс пен жын перілер туады. Әбілістің адамнан артықпын, адам топырақтан мен оттан жаралдым деп көкірек ұруы да осының дәлелі. Денесінде аузы мен тісі болмаса да, жемі шейтін не нәрсе? Ол Мұса пайғамбардың асатаяғы. Ол Мысырға барғанда Перғауынның құлдары сиқыр көрсетті. Қамыстан жылан жасап, Мұсаны қорқытпақ болды. Сол сәтте Тәңірі Тағала Мұсаға мұғжиза дарытты. Мұса асатаяғын жерге тастап еді. Ол заматта айдаһарға айналып, сиқыршылардың жыланын қорбақа құрлы көрмей жұтып қойды. Сиқыршылар қорқып қашып кетті. Жаны, қанаты болмаса да, аспанға ұшып кеткен қандай тау? Ол Тұр тауы. Мұса пайғамбар Тұр тауына келіп, Тәңірден жамалыңды көрсетші деп өтінді. Тәңірі Тағала құдіретті нұрының бір сәулесін Тұр тауына түсірді. Соның өзін алып тау көтер алмай, аспанға қалықтап ұшып кетті. Мұса Кәлимолла Аллаға дидарыңды көрсетші деп өтініш қылғанда, Тәңірсі неге көрсетпеді? Себебі Мұса пайғамбар соның алдында ғана кәпір Перғауынның түрін көрген еді. Перғауында ең оңбаған, ең нас, ең мұнафық, ең пасық патшаның түрін көргендіктен Алла оған дидарын көрсетуді лайық деп таппады. Осыдан бастап, көзіңнің нұрын сақта, залымдармен тамақтас болма деген өсиет қалды. Жаңбыр жаумайтын, өзен суық жоқ жерде, ел жұрттың шөлін қандырған қандай бұлақ еді? Ол Мұсаның бұлағы болатын. Оның қауымы Мысырдан қашып шыққан соң шетсіз шексіз шөлге тап болды. Елі ашығып, шөлден қиналды. Сол кезде Мұса пайғамбар Тәңірден тілек тілеп, асасымен жерді 12 рет шұқыды. Құдіреттің күшімен қара тастың ортасынан 12 бұлақ жарып шықты. Халқы қара суға қарық болып, мейірімін қандырды. Ата-анасы жоқ тіршілік иесі бар ма? Бар. Ең бірінші адам атаның әке-шешесі жоқ. Тәңірім оны топырақтан жаратты. Екінші Хауана. Тәңірі оны адам атаның сол жағындағы бұғана қабырғасынан жаратты. Үшінші Ысмағұлды құрбандыққа шаларда көктен көк қошқар түсті. Оның да ата-енесі жоқ еді. Пейіштен тіке түсті. Төртінші Салық пайғамбардың ақ түйесі. Ел жұрты Салық пайғамбардан мұғжиза сұрады. Тәңірдің құдіретімен Салық таудан түйе жаратты. Сол түйенің ата енесі жоқ. Бесінші Ғайса пайғамбар. Әзіреті Ғайсаның шешесі бар, әкесі жоқ.
Тәңір тағала құдіретін көрсету үшін Мариям анамыздың құрсағына бала бітірген еді. Бұл нәресте Тәңірдің рухынан жаралған соң, Ғайсаны Рухолла деп атады. Пәни мен Бақида ешқашан кездеспеген тағамның аты қандай? Ол Ғайса пайғамбарға көктен түскен балық еді. Ертеде Ғайса пайғамбарға қараңғы жұрты, хақ пайғамбар болсаң, Құдайыңа айт, бізге піскен балықты көктен жаудырсын деді. Ғайса дұға қылып еді, аспаннан үлкен балық түсті. Мұндай ғажайып балықтың дәмін әлемде ешбір жан татып көрмеген еді. Оның қуаты жеген жанды 40 жыл тоқ қылды. Пайғамбарлар бітімі неше түрлі? 2 түрлі. Жартылай періште, жартылай адам. Біздің түркі жұртында айтылатын, жүрегі таза кісінің періштеден айырмасы болмайды деген тәмсіл содан қалған. Қанішерлі кімнен қалды? Адам атаның ұлы Қабылдан қалды. Ол туған бауыры Әбілді іштарлықпен өлтіріп, қанын төкті. Себебі Әбіл ақ жүрек еді. Құдайға тек ақ жүрек пенделер ұнайтын. Ал іші тар, қаскөйлер ақ жүрек адамды жек көреді. Неше кітап түсті? 4 кітап. Мұсаға Тәурат, Ғайсаға Інжіл, Дәуітке Зәбір, Мұхаммед пайғамбарға Құран түсті. Шүкірлі кімнен қалған? Дәуіт пайғамбардан қалды. Бірде 30 ұлын көріп, көңіліне астамшылық кіріп, жамағатты күтпестен намазын бастап кетті. Соған ренжіген ұлық Алла 30 ұлына бір сәтте қаза жеткерді. Дәуіт астамшылық қылғанына қатты өкінді. 1 жылдан соң Тәңірсіз Сүлеймендей парасатты ұлды берді. Дәуіт содан бастап күніне 1000 рет шүкіршілік ететін болды. Алла қай күні 10 пайғамбарға жақсылық істеген? Ашура күні. Адам ата мен Хауананың күнәсін кешіреді. Нұх пайғамбардың кемесін судан құрлыққа шығарды. Ыбырайымды Намұрттың отынан құтқарды. Мұсаны перғауыннан азат етті. Ыдырысты пейішке кіргізді. Ғайсаны көкке алып ұшты. Аюпты ауруынан жазды. Жүністі балықтың қарнынан босатты. Жүсіп пен Зылиқаны ғашық етіп қосты. Сүлейменге жүзік беріп, таққа отырғызды. Мұхит пен теңіз неден қалған? Нұх пайғамбардың топан суынан қалды. Топан суды пендесінің жадына тоқу үшін Тәңірім оларды мысал етіп қалдырды. Адам ата мен Мұхаммед пайғамбардың арасында қанша пайғамбар өтті? 124 000 пайғамбар. Олардың 120 700-і нәби, 3300-і Мұрсал. Нәбилер Жебірейілді түсінде көрді. Мұрсалға ояуында періште хабар берді. Пайғамбардың ішіндегі абзалы қанша? 20. Олар Адам ата, Нұх, Ыбырайым, Исмағұл, Жүніс, Ыдырыс, Дәуіт, Сүлеймен, Лот, Жақия, Зәкәрия, Салық, Ғайса, Аюб, Әлияс, Мұса, Қызыр, Жақып, Хақ Мұстафа. Олардың ішіндегі қаншауы абзал? 4. Ыбырайым, Мұса, Ғайса, Хақ Мұстафа. Қиямет қайымда Ысырапыл сүр үрлегенде қанша тесіктен дыбыс шығады? 6 тесіктен шығады. Біреуінен әнбиелердің жаны, біреуінен періштелердің жаны, біреуінен жындардың жаны, біреуінен адамзаттың жаны, біреуінен шайтандардың жаны, біреуінен хайуандардың жаны шығады. Сабырлық кімнен қалған? Аюб пайғамбардан қалды. Алапаспен ауырып денесін 40 жыл құрт кемірсе де, сабырын бұзбай жата берді. Тәңірі неге адамның бәрін топырақтан жарата бермеді? Әр адамды жеке-жеке жаратса, Ібліс оларды тез азғыратын еді. Адамның бәрі бір-біріне бауыр болсын деп, Хауанадан өргізді. Ғараптан қанша пайғамбар шықты? 5. Олар Худ, Салық, Шұғайып, Исмағұл, Хақ Мұстафа. Қызыр пайғамбардың шын аты кім? Оның шын есімі Бәлия еді. Әкесінің аты Мәлкен. Бәлия мейірімді болып өсті. Жұрттың бәріне жақсылық жасайтын. Тәңірге осы мінезі ұнап пайғамбар болды. Басқан ізінен шөп шығып, жасыл түске боялатын еді. Соған қарап жұрттың бәрі оны Қызыр атап кетті. Түркі халқында жүрген жерінен шөп шықпайды деген сөз Қызыр сияқты бола алмадың деген ишарадан туған. Адам неге әйелін жанындай жақсы көреді? Себебі Хауана Адам атаның бір бөлшегінен жаралды. Сол себепті ер адам әйелін өзінің ішінен шыққандай жақсы көрді. Енші беру кімнен қалған?
Тәңірі тағаладан қалды. Адам ата мен Хауана жерге түскенде оларға енші етіп, 10 қой мен 1 жылқы берді. Мұхаммед пайғамбар тұрғанда бір мақұлық жылапты. Ол кім? Ол Әбіліс малғұн еді. Бұрын ол көкке шығып тағдыр тақтасын қарап емін еркін жүре беретін. Мұхаммед пайғамбар туылған соң Әбілістің қанаты қырқылды. Енді ол көкке ұша алмайтын болды. Ұшып бара жатса жердегі бір момын Аллаху акбар деп азан шақырады. Сол сәтте Аллаху акбардың қуаты жебе сияқты зуылдап келіп, Әбілістің арқасына қадалады. Тәңірсі кімдерді жұмақтан аластатты? 8 нәрсені пейіштен қуды. Ең әуелі Әбілісті қуды. Екінші Адам ата. Үшінші Хауана. Төртінші Тауыс. Бесінші жылан. Алтыншы бидай. Жетінші інжір. Сегізінші арш ағашы. Адам ата Сарандип тауына, Хауана Жиддаға түсті. Сайтан Салқан тауына. Жылан Исфиханға. Тауыс Үндістанға. Бидай Тұран даласына. Жиде ағашы Бұхараға. Арша Алтай тауына. Інжір Әл-Ақсаға түсті. Бұл алтауының пейіштен қуылуына не себеп? Әбіліс адамға өштесіп пейіштен қуылды. Адам ата мен Хауана бидай жеп қуылды. Әбіліс Хауананы азғырарда жыланның тілінің астына жасырынды. Тауыс пейіштің күзетшісі. Ол да Әбілістің сөзіне иланып, күзетіне бекем болмай дұшпанға алдырды. Бидай өзін кінәлі сезініп, ол да жерге түсіп Тұран даласына егілді. Адам ата мен Хауана бидайды жеген соң күнәлі бол, пейіште өсіп тұрған жиде ағашының саясына тығылды. Жиде бұтақтармен олардың киімін шешіп алды. Тәңірдің халифасына әдепсіздік танытқан соң жазаланып жерге қуылды. Арша ағашы да пейіште өсіп тұр еді. Ол бұтағымен жалаңаш қалған Адам ата мен Хауананың денесін бүркеді. Адамға болысқан үшін жерге түсті. Інжір ағашы ұятты жерін жабу үшін Хауанаға 3 жапырақ, Адам атаға 2 жапырақ берді. Адамға болысқан үшін ол да пейіштен шеттеді. Анасынан туа сала тілі шыққан нәресте кімдер? Ең әуелісі Қайса пайғамбар. 15 күннен соң сөйлеп кетті. Анасы Мәриямды некесіз ұл туды деп жұрт қаралағанда, Қайса тілге келіп куәлік берді. Екіншісі, Жүсіп пайғамбарға Зылиқа жала жапқанда жаңа туған сәби куәлік етті. Үшіншісі Ибраим пайғамбар. 20 күннен соң тілі шығып, анасына насихат айта бастады. Төртіншісі Мұхаммед пайғамбар. Аминадан туылған соң, үмбетім, үмбетім, үмбетім деп үмбеті үшін Тәңірден рахым сұрады. Бесіншісі Тажал. Ол анасынан туар-тумастан сөйлеп кеткен. Балиғат жасқа жетпестен неше пайғамбарға уахи келді? 5. Бірінші Қайса пайғамбар, екінші Жақия, үшінші Сүлеймен, төртінші Жүсіп, бесінші Ход. Жерді не көтеріп тұр? Румаил атты періште бар. Оның 4 қолы бар. Құдайдың құдіретімен 7 қабат жерді 4 қолмен ұстап тұр. Аршы күрсіге дейінгі аралықта не бар? Аршы күрсінің үлкендігі 5000 жылдық жыл. Мұнымен бірге Тәңірі тағала бірақ өгізді жаратқан. Оның әр аяғының арасы 500 жылдық жыл. Басында 2 мүйіз бар. Әлгі тақ-тәл сарай осы өгіздің мүйіздің арасында тұр. Өгіз балықтың үстінде, балық судың үстінде, су желдің үстінде, жел оттың үстінде. От шексіз қараңғылықта орналасқан. Ал шексіз қараңғылық аршы күрсінің үстінде тұр. Аршы күрсінің қандай екенін бір Алланың өзі ғана көріп біледі. Қағбаны кім салды? Ең әуелі Зұқайыл, Әжірейіл, Дардайыл, Исмайыл атты 4 періште салды. Адамзатта бірінші болып Адам ата салды. Хауанамен бірге балшық елеп тас өріп, Қағбаның қабырғасын тұрғызды. Қағбадан бұрын жер бетінде бірде-бір үй салынып, бірде-бір кірпіш әлі қаланбаған еді. Балшықты қалай елеп кірпішті қайтып өруді Жебірейіл періште Адам атаға үйретіп тұрды. Заманнан заман озған соң, Қағбаның кірпіші тозған соң, Ибраим пайғамбар қайта тұрғызды. Оның қиссасы былай. Әл-Ғиса бірде Ибраим пайғамбар Құдайға: «Уа жаратқан ием, өзіңді бай еттің, 4 түлігімді сай еттің, алмақтың да салмағы бар деген. Мыңғырған малдың сұрауы қиын бола ма деп қорқам. Артығын қайтып ал. Мен азға қанағат қылайын» деді.
Тәңір соған: Ыбырайым, мен қадір түнін түндердің ішіне, қазырды қарттардың ішіне, берекені нанның ішіне жасырғанмын. Берекем азайсын десең, нанның қиқымын шашып же деді. Ыбырайым нан жегенде шапанын жайып қиқымын теріп жейді екен. Байлығы көбейген үстіне көбейе түсіпті. Бір күні үйіне 4 дәуіріуш келді. Олар таңдайына бұлбұл ұя салған керемет әншілер екен. Құйқылжыған әуенмен Тәңірдің есімдерін ғажайып бір сазға салып зікір етті. Ыбырайым әдемі әуенге елтіп қалды. Құмары қанбай қайталап айтуды өтті. Олар ақысын төле деді. Ыбырайым келісті. Олар зікір айтқан сайын Ыбырайым қора-қора қойын, үйір-үйір жылқысын, өріс толы сиыр мен түйесін берді. Ең соңында итінің күмістен жасалған қарғы бауына дейін беріп, 1 сағатта тақыр кедейге айналды. 4 дәруіш дегені 4 періште болып шықты. Олар Ыбырайымның жомарттығын сынайын деп келген бет екен. Көңілдері көншіп, малын қайтарып бермек болды. Ыбырайым: мен бір сөзді адаммын. Құдай жолына аттаған малымды қайтарып алмаймын, деп тұрып алды. Періштелер қатты састы. Малыңды жұмаққа әкете алмаймыз, оны не істейміз деді абдырап. Ыбырайым оларды жібермей қойды. Осы кезде Тәңірден әуез жетіп: Ыбырайым, маған атаған малыңның бәрін сат, ақшасына қағбаны соқ деді. Ыбырайым малының бәрін сатып, қағбаны қайта жаңартып. Тәңірі тағала салауаты кімге берді? Салауат айтуды 10 түрлі қылып жаратып, оның 9-ын Әзіреті Мұсаға, қалғанын жәми жұртқа бөліп берді. Сабырды кімге берді? Сабырды да 10 түрлі қылып жаратып, оның 9-ын Әзіреті Аюпқа, қалғанын барша халайыққа бөліп берді. Әділдікті кімге берді? Әділдікті де 10 түрлетіп жаратып, 9-ын Әзіреті Мұхамбетке, қалған бір бөлігін жұртқа таратты. Даналықты кімге берді? Даналықтың 9 бөлігін Ұлықпан хәкімге, бір бөлігін ғалымдарға берді. Батырлықты кімге берді? Батырлықты 10-ға бөлді. 9-ын Әзірет Әлиге, бір бөлігін барша батырдың жүрегіне қондырды. Патшалықты кімге берді? Оның 9 бөлігін Сүлеймен пайғамбарға, қалған бір бөлігін қияметке дейін дүниеге келетін патшаларға берді. Ұсталықты кімге берді? Ұсталықтың 9 бөлігін Дәуіт пайғамбарға, қалған бір бөлігін жер бетіндегі ұсталарға бөліп берді. Адам ата пейіштен неге қуылды? Мұның 5 түрлі себебі бар. Біріншіден, Адам ата мен Хауана Тәңірдің тыйым салған жемісін жеді. Екінші, Адам ата пейіштен түспесе, адам ұрпағы тарамас еді. Үшінші, Тәңір Адам атаның таңдау еркіне қол сұққан жоқ. Ол өз таңдауымен бидайды жеп қуылды. Егер таңдау еркіндігі болмаса, періштелер сияқты пейіште мәңгі жүре берер еді. Төртінші, Адам ата жерге түспесе, оның бойындағы әділдік, еркіндік, жауапкершілік, ар-ұят сияқты сезімдері көрінбесе. Бесінші, Адам ата жерге түсіп сыналмаса, Әбіліс Тәңірге бүй арзу айтып: «Уа Тәңірім, сен адамды менен артық көрдің. Егер адам артық жаратылыс болса, жерге жібер. Мен сынайын» деп әділдік сұрар еді. Адамның артық жаратылыс екенін Әбіліске көрсету үшін сынақ тезіне салды. Неше пайғамбардың сақилықпен аты шықты? 4 пайғамбар: Адам ата, Нұх, Ыбырайым, Әзіреті Мұхамбет. Тіршілікте ең мықтысы кім? Жолбарыста 40 адамның күші бар. Бір асқапта 40 жолбарыстың күші бар. Бір әулиеде 40 асқаптың күші бар. Бір пайғамбарда 40 әулиенің құдіреті бар. Ал Әзіреті Мұхамбетте 40 пайғамбардың салауаты бар. Тәңірсі адамды жаратқанда, оның бойына әуелі нендей қасиетті дарытты? Ең алғаш ақыл, ұят, мейірім, сабырды дарытты. 4-еуі Адам атаға келіп: «Ей адам, бізді саған жіберді» деді. Адам ата: «Қалаған орынға жайғасыңдар» деді. Ақыл адамның басына жайғасты. Ұят көзге қонды. Мейірім көңілге ұялады. Сабыр көкіректен орын алды. Онан соң нәпсі, ашу, арсыздық, қатыгездік келді. Нәпсі: «Мен Құдайдың әмірімен келдім. Мені қайда қоймақсың» деп Адам атаға зіркілдеді. Адам ата: «Өзің қалаған жеріңе жайғас» деді. Нәпсі: «Басыңа жайғасамын» деді. Адам ата: «Онда ақыл тұр ғой» деді. Нәпсі: «Мен келгенде ақыл ығыса тұрар» деді. Екінші болып арсыздық: «Мен қайда жайғасайын» деді, жылмаң-жылмаң етіп. Адам ата: «Өзің тауып жайғас» деді. Ол көзге жайғаспақшы болды.
Адам ата, көзімнен ұят мекен алған бос емес деді. Арсыздық, мен келгенде ол орнын босатады деді. Үшінші кезекте қатыгездік келді. Адам ата оған да жайғасатын мекен іздеді. Ол көңілден орын аламын деді. Адам ата, онда қазір мейірім бар, бос емес деді. Қатыгездік, мен тұрғанда мейірімге не жорық деді де, көңілдің қойнауына кіріп кетті. Төртінші болып ашу келді. Ол мен көкіректен орын аламын деді. Адам ата оған сабыр жайғасқан еді, деді. Ашу, сабыр өз бауырым, жанында боламын деді. Осылайша ақыл мен нәпсі, ұят пен арсыздық, мейірім мен қатыгездік, ашу мен сабыр бір жерден жай алғасын, адам бойында үнемі таласып, тартысып отырады екен. Дұрыс жауап бердің. Ал енді айта қойшы. Адамның бойында неше жауһар бар? 4 бірдей жауһар бар. Төртеуінің де баугеспе ұрысы бар. Бекем болмасаң, ұрылар ариманнан жұрдай қылады. Біріншісі иман, оның ұрысы сайтан. Одан сақтанудың жолы зікір. Екіншісі ақыл, ұрысы кібірлік. Одан сақтанудың жолы топырақ мінез. Үшіншісі ілім-білім, оның ұрысы надандық. Одан сақтанудың жолы ойғымарлық. Төртіншісі жомарттық, оның ұрысы дүние қоңыздық. Одан сақтанудың жолы мырзалық. Іштарлық кімнен қалды? Ібіліс малғұннан қалды. Ілім сайысында періштелер адамнан жеңіліп оған сәжде жасады. Сол кезде Ібіліс бір өзі басын имеді. Адамның ұлық дәрежесін көре тұра мойындамады. Кімде-кім жақсының ілімін мойындамай, іштарлық етсе, сайтанмен дос болады, періштемен қас болады. Басқаның ақыл парасатын мойындау да батырлық. Неше пайғамбар патшалық қылды? 4 пайғамбар. Олар Сүлеймен, Жүсіп, Дәуіт, Мұхамбет. Машырықтан мағрыбқа дейін неше кісі патшалық құрды? 4 адам. Екеуі мұсылман, екеуі кәуір. Мұсылманы Сүлеймен мен Ескендір. Кәуірі Шәддат пен Намрұд. Дүние неше заттан жаралды? 4. Топырақ, от, су, желден құралды. Әділетсіз патшалар кімнің ұрпағы? Перғауынның ұрпағы. Ұсталық кімнен қалған? Дәуіт пайғамбардан. Шипагерлік кімнен қалған? Олықпан хәкімнен. Батырлық кімнен қалған? Әзіретті Әлиден. Ең алғаш адамның қанын төккен кім? Қабыл. Адам атаның Әбіл Қабыл деген егіз ұлы болды. Әбіл қой бақты, Қабыл егін екті. Бір күні екеуі Құдайға құрбан шалмақ болды. Қабыл көгере бастаған бір десте бидай әкеп, тастың үстіне қойды. Әбіл отарындағы ең семіз қойын Құдай жолына арнады. Бір кезде найзағай ойнап, семіз қойға жай түсті. Ал бидай отқа өртенбеді. Ол кезде Құдай құрбанды қабыл алғанын от арқылы білдіретін. Қабылдың ашуы келді. Ашу пайда болғанда Ібіліс жетіп келді. Ол, әй Қабыл, Құдай сенен гөрі Әбілді артық көрді. Құрбандығыңды қабыл алмады. Сен пұтқа табынбайсың. Қолың істе болғанмен көңілің күндіз түні бір Аллада. Бірақ бір нәрсені аңғармады. Құдай пендесін алалаушы. Әлімсақта мені де өзге жаратылыстан алалап, әділетсіз қуып шыққан деп, үздіксіз уәс салды. Ібілісті азғыруына қарсы тұра алмаған Қабыл, іштарлығы шыдатпай, інісін таспен ұрып өлтірді. Ең алғаш топыраққа жерленген кім? Әбіл. Оған дейін жер бетінде кісі өлімі болмаған еді. Қабыл інісінің өлі денесін қапқа салып, апталап, арқалап жүрді. Жансыз дене борсып, иістене бастады. Не істерін білмей абыржып жүргенде, екі қарға бір-бірімен шұқысып, біреуін өлтіріп қойды. Тірісі аяғымен жер қазып, өлгенін көмді. Қабыл осыны көріп, інісін топыраққа жерледі. Содан бастап, адамды жерге көму салтқа енді. Түс шору кімнен қалған? Жүсіп пайғамбардан. Жүсіп зынданда жатқанда Мысыр патшасы түс көрді. Түсінде жаман іс көрді. Бидайдың қураған 7 масағы әлі сүт боп, жетілмей тұрған 7 масақты жеп қойды. Артынша 7 арық сиыр, 7 семіз сиырды жалмады. Бұл түс ненің нышан екенін білмей, патшаның басы қатты. Бүкіл түс шорушыны жинады, бірақ ешкім жори алмады. Бұл кезде Жүсіп пайғамбар зынданда жатыр еді. Патша Жүсіпті алдырды. Ол, еліңде астық 7 жыл қатарынан бітік шығады, бірақ одан кейін 7 жыл қатарынан жұт болады. Жауын жаумайды, өзен тасымайды, егін шықпайды, аймақта ашаршылық жайлайды. Жұтқа дайындала беріңіз деп, түсін жорып берді. Пайғамбарға ілім үйреткен пайғамбар кім еді? Ол Қызыр ата еді.
Бірде Мұса пайғамбардың көңілі шалқып, менен ілімі асқан адам бар ма екен деп ойлады. Сол сәтте Тәңірден әуез түсіп, «Әй Мұса, Парсы мен Ұрым дариясы тоғысқан жерге бар. Сонда Қызыр есімді менің құлыммен жолығарсың. Содан сұра» деді. Мұса жолға шығып ұзақ сапарлап Қызырға ұшырасты. Сол сәтте бір шымшық ұшып келді де, екеуінің ортасына бір тамшы су тамызды. Қызыр жымиып күлді. «Мұса, неге күлдің?» деді. Қызыр, «Бұл шымшық нені ишара еткенін білесің бе? Сенің жиған терген ілімің тамшыдай ғана дегенді ишаралап тұр» деп. Мұса шамданып қалды. «Онда теңіздей біліміңді көрсет, мен саған ерейін» деді. Қызыр шарт қойды. «Мен ақылға сыймайтын іс жасаймын. Сен тағат қылып ақырын күт. Артық сұрақ берме. Шартты 3 рет бұзатын болсаң, сапарымыз тәмам» деді. Мұса келісті. Екеуі жолға шықты. Ұзақ жүрген соң бір кемеге мінді. Кеме иесі Қызырдың танысы екен. Одан ақы алмады. Кеме жағаға жеткенде Қызыр қолына балта алып, кеменің ағаштарын қиратып, түбін ойып тастады. Кеме қисайып, жүзуге жарамай қалды. Мұса шыдамай, «Ақы алмаған жақсы адамға неге қастық қылдың? Мұның не?» деді. «Уәден қайда?» деді Қызыр. Мұса кешірім сұрады. Сапар жалғаса берді. Екеуі бір ауылға кірді. Ешкім бұларды қонақ етпеді. Бір кемпір ғана үйіне шақырып қондырды. Кемпірдің не ұлы, не қызы жоқ, жан дегенде жалғыз ешкісі ғана бар екен. Қызыр кемпірге білдірмей, түнде қораға кірді де пышағын алып, ешкіні бауыздап тастады. Мұса ашуланып, «Ешкіні неге өлтірдің? Аспен ұрғанды таспен атқаның не?» деді. «Уәде қайда, Мұса?» деді Қызыр екінші рет. Мұса үндемеді. Екеу кемпірмен қоштаспастан жүріп кетті. Жүре-жүре бір шаһарға келді. Ел шетінде қабырғасы құлайын деп тұрған бір қораны көрді. Қораның ішінде 2 жетім бала өмір сүреді екен. Қызыр оларды қуып шығып, қораның қабырғасын қиратып, төбесін жерге түсірді. Мұса тағы да шыдай алмай, «Ей Қызыр, қос жетімді жылатып қуып жібердің. Ескі қора болса да олардың панасы еді. Енді олар қайда барады? Неге бұздың қорасын?» деді түтігіп. Қызыр, «Ау Мұса, уәдені осымен 3-ші рет бұздың. Осымен сапар да, сабақ та тамам. Бұдан артық сені ертіп жүре алмаспын. Сен Алланың хикметті істерін ұқпайтын надан екенсің. Әуелі кемені қиратқаным, сол елдің патшасы көрші елге соғыс ашып кеме жинап жатты. Енді жандай шаптар кедей танысымның жүзуге жарамсыз кемесін алмайды. Соғыс біткен соң досым кәсібін жалғастырады. Екінші, ешкіні бауыздаған себебім, кемпірдің Құдайға жаққан қылығы бар. Үнемі сахар тұрып Құдайды зікір етеді. Бірақ ана ешкісі бәле бол. Не өлмейді, не қоймайды. Құдаймен екеуінің арасына перде болып тұрып алды. Кемпір алаңсыз Құдайдың мекеніне кетейін десе, ешкісін қимайды. Құдайда кемпірді жақсы көрген соң, тілегін қабыл етіп, ешкісін өлтірмей келе жатыр. Енді кемпір алаңсыз досының мекеніне аттанады. Үшінші, қораны қиратқан себебім, онда да сыр бар. Құдайым 2 жетімнің несібесін басқа жақта нәсіп еткен еді. Бірақ бұлар ана ескі қорадан шықпай қойды. Қораны Алланың әмірімен қираттым. Енді 2 жетімнің барар жер Басар тауы шаһардың ішіне кіреді. Оларды бір байдың әйелі көріп, мейірімі оянады. Олардың бала шағасы жоқ, құлбас еді. 2 жетімді асырап, бала етіп алады деді. Сол кезде Мұса өзін білімдар санап, Алла алдында айыпты болғанын ұқты. Қоштасар сәтте Қызырға, «Ілімің расымен артық екен, маған ақыл беріңіз» деп қолқа салды. Қызыр, «Ілімнің ең үлкені сабыр. Сен сабыр сақтап істің артын күткенде, 3 оқиғаның да хикметін түсінер едің. Сабыр түбі сары алтын деген осы» депті. Не үшін түнде сансыз жұлдыз жарқырайды ағады? Кімдер оны бағады? Ол 5-ші қатта тұрып жарқыраған Сүлейменнің жүзігі екен. Әзіреті Мұхаммед пайғамбар Миғражға самғағанда аспан астын тілгілеп, айналасын шұғылаға бөлеп жатқан бір сәулені көрді. Пайғамбар, бұл сәуле қайдан шығып жатыр деп таңғалды. Жебірейіл періште, бұл 5-ші қатта сақталып тұрған Сүлейменнің жүзігі. Бұл сол жүзіктің сәулесі. Ол ғарыштағы жұлдызға шағылысқанда, жұлдыз аққандай күй қалдырады. Үмбетің бұл кезде тілек тілесе, дұға қабыл болады деді. Дүниедегі ең ақымақ, ең есерсоқ мақұлық қайсы? Ол адам. Себебі Тәңірі адамды өзіне халифа қылып жаратты. Адамның бәсі періштеден артық болды. Оған әлімсаққа бүкіл періште сәжде етті. Адамның бәсі айуаннан да артық еді. Бүкіл аң-құстың билігін қолына берді. Адамның бәсі ібілістен де артық болды. Оны ілім сайысында жеңді. Тәңірсі адамға жүрек ілімін берді. Ол 18 000 ғаламның құпиясын ашатын кілт еді.
Сөйте тұра адам ғапылдыққа ұрынып, өзінің бәсін жоғалтты. Жүрек көзін ашып, ғаламның сырына қанық болудың орнына, көкірек көзі бітеліп, кеудесіне хикмет емес дүние жинап, ақырында жанның да, жансыздың да жауына айналды. Өзі еркектен жаралар, еркек одан таралар. Ол кім? Ол Хауана. Адам атаның сол жақ қабырғасынан жаралды. Хауанадан барша ұрпақ таралды. Адамды алдап азғыру кімнен қалған? Әбіліс малғұннан. Ол алғаш Хауананы азғырып, бидай дәнін жегізді. Әділді кімнен қалған? Әзіреті Мұхаммед пайғамбардан. Сараңдық кімнен қалған? Қарынбайдан. Жомарттық кімнен қалған? Атымтайдан. Тау мен құстар қай пайғамбармен бірге дауыстап зікір айтқан? Дәуіт пайғамбармен. Түйенің пірі кім? Ойсылғара. Жылқының пірі кім? Қамбар ата. Сиырдың пірі кім? Зеңгі баба. Қойдың пірі кім? Шопан ата. Ғашықтардың пірі кім? Жүсіп пен Зілиқа. Шайтанның малғындығын кім әшкерелеген? Әзіреті Мұхаммед пайғамбар. Нұхтың кемесі қайда тұр? 4-ші қатта тұр. Мұхаммед пайғамбар Миғражға самғағанда Нұхтың кемесін 4-ші қаттан көрген. Екі дүниеде де өсіп тұрған бір жеміс бар. Ол құрма, ол пейіште де, жер бетінде де өседі. Хақ Расылдың сүйіп қосылған жұбайының аты кім? Хадиша ана. Түркінің пірі Яссауи бабамыз Дивани хикметінде Мұхаммед пайғамбар мен Хадишаның ғашықтық сезімін былай жырлайды. Сөйтіп жүріп, Мұхаммед жасқа жетті 17, Хадишаның жүзіне түсті нұр боп келбеті. Мұхаммедке кез келсең айтар едің сұңқар деп, Хадиша оны көргеннен зар иледі іңкәр боп. Махаббатта аударды Хадишаның тілегін, Мұхаммедке ғашық боп өрт шарпыды жүрегін. Күн-түн жылап Құдайға жас айналды бұлаққа, көріп Құдай көз жасын, жетті ақыры мұратқа. Басында қос мүйізі бар қай патша? Ескендір Зұлқарнайын. Ол дүниеге келгенде залым патшалардың әмірі жүріп тұрды. Олар жер бетіне соғыс салып, жазықсыз жандарды мың-мыңдап қырды. Ескендір туғанда Тәңірісі оған 2 мүйіз берді. Оның мүйізін көргенде жаудың құты қашып, жүрегін үрей билейтін. Ескендір әскерін бастап түн қатпай жорытты. Жауыздарды жазалап, теңіздей толқыпты. Ескендірдің мүйізін көріп, жау қалшылдап қорқыпты. Жер жаһанды апат пен бәледен тазалапты. Жөнге келмеген жауларды әділ үкіммен жазалапты. Бір ту бар. Оның бір жағы жарық, бір жағы қараңғы түнек. Ол кімнің туы? Ол Ескендір Зұлқарнайынның туы. Тәңірім Ескендірдің бағын асырды. Оған бір ту берді. Оны алға созса жолына күннің шұғыласы жайылды. Жер беті айнадай жарқырап, соғыс пен майданның лаңын айшылық жерден айырды. Байрағын артқа кергенде басқан іздерін түнек жайлапты. Аңдыған дұшпаны мен арбасқан жаулары қараңғыдан ештеңе көрмей, бірін-бірі жайратты. Әжіж бен Мәжіж деген кім? Ол Ескендір патшаның заманында өмір сүрген азғын бір елі. Олар көз көретін, аяқ жететін жердің бәріне бәле толтырыпты. Басқан іздеріне қайғы мен сор тұныпты. Олар Ескендірдің айбынынан ықпады. Қанша шайқасып қырса да, Зұлқарнайын оларды тау салмады. Біреуін өлтірсе, екеуі пайда болды. Екеуін өлтірсе, 4-еуі пайда болды. Ұрған сайын семіріп, өлген сайын көбейіп, құмырсқадай қаптады. Шарасы таусылған Ескендір Тәңірден көмек сұрады. Тәңір оған Аллаху Акбар деген дұға үйретті. Сол сөзді айтқанда Әжіж бен Мәжіж қолға түсіп, әскері жермен жексен болды. Ескендір оларды ұстап қап тауына қамады. Пейіште періштелер соққан шынжырмен байлап бекітті. Тауды айналдыра қалың темірмен қоршап қамал салды. Қамалдың қалыңдығы 60 құлаш, биіктігі 70 құлаш болды. Әжіж бен Мәжіж сол зынданда әлі жат. Күн сайын мыңдаған қобыжықты дүниеге келіп, әскерін көбейтеді екен. Балалары әр тыныс алған сайын есейіп, көзді ашып жұмғанша алпамсадай дәуге айналады. Шаштары дулығаға, терісі сауытқа, тырнағы қылышқа айналып шығады. Бірақ жер бетінде бір момын Аллаху Акбар деп азан шақырса, барлық әскері бір сәтте қырылып қалады екен. Қашан жер жүзінде азан шақыратын адам қалмайды. Сол кезде олар көбейіп, шынжырды үзіп, қамалды қиратып, жарық дүниеге шығар. 40 жаста сақалы қара, ал баласының 120 жаста сақалы ақ болған кім еді? Ол Ұзайыр пайғамбар.
Bir zamanda Исраил жұрты Құдайын ұмытып азғындыққа салынды. Құдай қаһарланды да жер бетіне Набухан Насыр дегенді шығарды. Ол қалың әскер жинап Шам елдерінің бәрін жайпады. Әл-Ақсаны қиратты, халқын қойдай қырды. Тірі қалғаны қашып тауды паналады. Қолға түскені құлдыққа жегілді. Тірі қалғандардың ішінде Ұзайыр пайғамбар да бар еді. Ол кезде оның жасы 40-та болды. Ол қырылып жатқан халықты, қирап жатқан қаланы көріп, мына жерде енді ел пайда болмайтын шығар деп үмітін өшірді. Сөйтіп жатып көзі ілініп кетті. Бір кезде тысыр еткен дыбыстан селк етіп шошып оянды. Жау артымнан қуып келді ме деп қорқып кетті. Таудан ақырын түсіп еді, сау-саламат тұрған Құдыс шаһарын көрді. Қалада зәулім үйлер бой түзеген. Базары қызып, қазаны қайнап, тіршілігі жайнап жатыр екен. Әл-Ақса мешіті де еш қирамаған орнында тұр. Ұзайыр өң мен түсін айыра алмай таң қалды. Шаһар ішінен өз үйін тауып алды. Кіріп келіп еді, төрде отырған ақсақалды көрді. Жөн сұрасып еді, баласы болып шықты. Ұзайыр не болғанын түсінбей аңтарылды да қалды. Сол сәтте Құдайдан әуез жетіп: "Әй Ұзайыр, есіңде ме? Сен менің құдіретіме күмән келтіріп едің. Құдіретімді көрсету үшін сені ұйықтатып, бүгін тірілттім. Қираған қаланы тұрғыздым. Қырылған халықтан ұрпақ өрбіттім. Әл-Ақсаны қайта салғыздым. Мұның хикметі біреу ғана. Соңғы демің үзілгенше, менің үмітімнен күдеріңді үзбе" деді. Сүндеттеу салты кімнен қалған? Ыбырайым пайғамбардан қалды. Бірде мынадай оқиға болды. Тәңірі тағала Жебірейілге досым Мұхамбеттің дүниеге келер сәті жақындады. Таңсәріде ұйықтамай отырған пендемнің үстіне Мұхамбеттің нұрын шаш деді. Жебірейіл сахарда ояу отырған тақуаны таппады. Азар деген бір дінсіз ғана пұт жонып отыр екен. Періште Құдайға келіп көрген жайын баяндады. Жаббар хақ айтты: "Ендеше сол Азардың беліне шаш" деді. Жебірейіл түсінбей: "О Тәңірім, ол саған емес пұтқа табынады. Оған қалайша Әзіреті Мұхамбеттің нұрын шашып, белінен пайғамбар шығарасың" деді. "Әй Жебірейіл, мен шебер Алламын. Бір іс бастасам, ақырын әуелден көріп біліп тұрамын. Азардың ұлы дүниеге келген соң, оны сүндеттейсің. Бұл оның мұсылмандығын білдірсін" деді. Азардың ұлы 7 жасқа келгенде оны сүндеттеді. Бала мұсылман болып шыға келді. Бұл жас бала Ыбырайым пайғамбар еді. Тұсаукесер кімнен қалған? Адам ата мен Хауа анадан қалды. Әуелде Тәңірі тағала Әбілет пен Тәбілет деген екі мақұлықты жаратып жер бетіне жіберді. Олар жерге түсе сала некесіз қосылып, ұрпақ көбейтіп, дүниенің астан кестеңін шығарды. Әбілет пен Тәбілеттің алғашқы некесіз туған баласы Ібіліс екен. Одан кейін ашына, дию, жын, пері, түлен, құлан, үбе, мыстан жез тырнақтар дүниеге келіпті. Дүниені әбден бұлғаған соң періштелер Әбілет пен Тәбілетті тозаққа кетеді. Бір күні Адам ата мен Хауа ана да жер бетіне түсетін болды. Оларды азғыру үшін Әбілет пен Тәбілеттің ұрпағы күтіп тұрды. Тәңірі тағала Жебірейілге бұйырып: "Пейіште Адам мен Хауаның тұсауын байлап жер бетіне түскенде кес. Әбілістің торынан сүрінбей өтсін" деді. Жебірейіл әмірді бұлжытпай орындады. Адам мен Хауаның табаны жерге тиген соң 7 қадам жүргізді де тұсауын кесті. Не себепті ит далада, мысық үйдің ішінде өмір сүреді? Себебі ит адамның кіндігінен, яғни сыртынан жаралды. Ал мысық адамның өтінен, яғни ішінен жаралды. Адамның сырты лас, іші таза болып келеді. Сондықтан ит тыста, мысық іште өмір сүреді. Құдай тағала адамның қай дене мүшесінен жануарлардың пошымын жасады? Әлімсақта ұлық Алла адамның бүкіл дене мүшесінен, ішек қарын ағзаларынан аң-құс біткеннің бәрін сомдап жасап қойды. Әуелі адамның көзіндегі топырақтан бір түйіршік алды да, одан түлкіні жаратты. Түлкінің екі көзі ойнақшып, адамды алдап кететін айлакер қасиеті содан қалыпты. Кірпіктен бір түйіршік құмды алып қоянды жаратты. Қоянның кірпіктері дірілдеп қорқып тұратын мінезі содан қалды. Адамның қасынан аққуды жаратты. Осылайша аққу һәм кербез һәм сымбатты құсқа айналды. Адамның мұрнынан титтей балшық алып, одан тышқанды мүсіндеді. Тышқанның иіс сезгіш қасиеті осыдан қалыпты. Адамның құлағынан үкіні сомдады. Үкінің дыбысты жақсы еститін қасиеті осыдан дарыды. Адамның иегінен текені жаратты. Текеде сақал болатыны осыдан екен. Адамның ерінен үйректі жаратты. Үйректегі тұмсық осының нышан екен. Адамның тісінен бір түйір қиыршық алып, одан қасқырды жаратты. Қасқырдың жыртқыш болатыны содан екен. Адамның тілінен бал арасын жаратып гүлге қондырды. Осыдан бастап бал арасына екі қасиет қатар дарыпты. Шақса у екен,
бал берсе, шипа екен. Беттің балшығынан тауысты жаратты. Оның ғажайып сұлу бейнесі содан пайда болды. Бірақ көркем түріне мастанып опық жеп қалатыны қасиеті де осыдан қалыпты. Адамның шашынан кірпіні жаратып, жан беріпті. Кірпінің үрпейіп, тікірейіп жүретін әдеті сол екен. Адамның маңдай топырағынан бүркітті ұшырды. Бүркіттің биікте самғайтыны, әрі паң мінезі осыдан қалыпты. Кеуде топырағынан арыстанды тірілтті. Арыстанның айбатты келетіні осыдан екен. Иығынан бір уыс топырақ алып, өгіздің ұрпағын өргізді. Өгіздің күшті болып, диірмен тартатыны содан екен. Адамның мойын топырағынан керік жаралды. Керіктегі мойынның серейіп ұзын болғаны содан екен. Адамның кіндік топырағынан ит пішінделді. Осының себебінен ит пен адамның тіршілігі бір-біріне тәуелді бопты. Адамның арқасындағы азғантай топырақты сылып алып, одан түйені дүниеге келтірді. Түйенің ауыр жүкті қиналмай арқалайтын қайраты осыдан қалыпты. Адамның омырауынан сиырды пошымдады. Сиыр содан бастап сүтті жануарға айналды. Адамның қабырғасынан мешінді тірілтті. Мешіннің адамға ұқсаған пошымы осыдан қалыпты. Адамның білегінен жолбарысқа дене мен жан берді. Жолбарыстың қайратты әрі алымды болатыны осыдан екен. Адамның алақан топырағынан қойды шұбыртты. Қойдың берекелі жануарға айналғаны осыдан екен. Адамның саусағынан өрмекшіні өргізді. Өрмекшінің торт оқитын ісмерлігі осыдан шығыпты. Адамның тырнағынан көртышқан дүниеге келді. Көртышқанға жер қазатын қасиет осылай дарыды. Адамның тізесіндегі топырақтан алып пілді жаратты. Піл аяғының әрі жуан әрі күшті болатыны осыдан екен. Адамның табан топырағынан жылқыны жарыққа шығарды. Жылқының жүйрік келетіні осыдан қалыпты. Адамның балтырынан киікті жаратты. Киіктің жылдам жүгіретіні осыдан қалыпты. Адамның өкшесінен тасбақаны жаратты. Тасбақаның қатты болатыны қасиеті осыдан қалыпты. Адамның құйрығындағы топырақтан доңызды жаратыпты. Доңыздың арам жануарға айналған себебі сол екен. Адамның қолтығындағы топырақтан күзенге тіршілік сыйлады. Күзеннің сасық болатыны содан екен. Адамның әуреті жерінен жарғанат пайда болыпты. Жарғанат содан бастап күндіз ұшуға ұялып, тек түнде ғана тіршілігін жасайды екен. Адамның шегінен жылан жаралыпты. Жылан азығының асқазанда емес, ұзын сонар бойында қорытылатыны осыдан екен. Адамның өтінен мысық жаралды. Адам үшін мысықтың бірде пайдалы, бірде зиянды болатыны осыдан екен. Адамның бүйрегінен балықты жаратты. Балықтың суда өмір сүретін қасиеті осыдан қалыпты. Адамның өкпесінен құрбақа жаралды. Құрбақаның бірде үлкейіп, бірде кішірейіп жүретіні осыдан екен. Адам мен жан-жануардың арасында осындай жақындық болғандықтан да оларды нақақ өлтіруге тыйым салынды. Ал адамның ет жүрегінен ешқандай жануарды жаратпады. Себебі ет жүрек адамға ғана тән ағза болатын. Айуанда жоқ, адамда ғана бар мейірім, махаббат, шапағат, қанағат, сабыр, сақтық, еркіндік, жауапкершілік сияқты адами қасиеттердің ұйыған мекені ет жүректің іші екен. Сондықтан адамдық бейнесін сақтап қаламын деген пенде жүрегіне ие болсын. Пейішке кіретін бір ит бар. Ол қайсы? Ол Асхабул Кефтің иті. Пейішке кіретін бір түйе бар. Ол қайсы? Ол Салық пайғамбардың түйесі. Пейішке кіретін бір есек бар. Ол қайсы? Ол Ғайсаның есегі. Пейішке кіретін бір қой бар. Ол қайсы? Ысмағұлдың орнына құрбандыққа шалынған көк қошқар. Бір жансыз зат бар. Иесінен бұрын пейішке кірген. Ол не? Ол Ыдырыс пайғамбардың кебісі. Әлғиса оқиға бұлай болған. Бір күні Тәңірі тағала періштелерге Ыдырыстан асқан білімді жоқ деп мақтанды. Періштелер Ыдырысты Құдайдың рұқсатымен қонаққа шақырып сынамақ болды. Сұхбат үстінде Ыдырыс Әзірейілге: жан тапсырып көргім келеді. Жанымды алып қайта салшы. Өлім хәлін бастан кешіп көрейін деді. Әзірейіл Ыдырыстың жанын табанынан тартып, мұрнынан суырғанда Ыдырыстың жан дауысы шықты. Жанын қайта кіргізгенде Ыдырыс: жан шіркін тәтті екен. Қатты қиналдым. Адамның өлімнен не үшін қорқатынын енді түсіндім. Ысырапыл сүр үрлегенде дүние астан кестең болады екен. Сол құдіретті көргім келеді. Сүрірлеш, деді Ысырапылға. Құдай досының көңілін қимай, ол кернейін тартты. Керней тартқанда Ыдырыстың зәресі қалмады. Сүрдің дауысы зәрлі екен. Айбатынан 18 мың ғалам дірілдеді.
зәрем зәр түбіне кетті. Енді қыл көпірден өтіп, жеті тозақты көргім келеді деді. Мәкәйіл оны қыл көпірден алып өтіп, тозақты көрсетеді. Тамұқтағы сұмдықты көріп, жаны шошиды. Тозақ қорқынышты екен. Алла пендесін тозаққа тастаудан сақтасын. Енді жұмақты аралап көрейін деп Жебірейілге қолқа салды. Ол да Құдай досының көңілін қимай келісіп, жарайды, бірақ шартым бар. Пейішке кірген адам қайтып шыққысы келмейді. Қайта шығам деп уәдеңді бер деді. Ыдырыс сөз берді. Жебірейіл оны ертіп жұмақтың 8 қабатын түгел аралатып көрсетті. Ыдырыс сәмбі талдың жанына келгенде бір кебісін әдейі ұмытып қалдырды. Аралап болған соң пейіштен шықты. Жұмақтан ұзай бергенде, пейіште бір кебісім қалып қойды. Тез барып алып келейін деп рұқсат сұрады. Жебірейіл, жарайды, тек тез кел деді. Пайғамбар сол кеткеннен мол кетті. Кешіккен сайын періште мазасызданып тұрды. Шыдамы таусылып, ыдырысты іздеп қайта кірді. Қараса, пайғамбар әлгі сәмбі талдың саясында дамылдап жатыр екен. Әй, ыдырыс, бұл не жатыс? Мен сені күтіп тұрмын ғой. Шық сыртқа деді. Пайғамбар таңданып, шыққаны қалай? Жұмаққа бір кірген адам қайта шықпайды деп өзің айттың ғой деді. Иә, бірақ сен қайта шығамын деп уәде бергенсің. Мен уәдемде тұрып пейіштен шықтым. Екіншісінде кебісімді алу үшін кірдім. Ол кезде уәде бергенім жоқ. Адам жұмаққа кіру үшін алдымен өліп қайта тірілу керек. Оны білем. Әлгінде Әзірейіл жанымды алғанда бір өліп тірілгем. Адам қайта тірілу үшін қиямет болуы керек. Әлгінде Ысырапыл сүріледі. Мен қияметтің дауысын естідім ғой деді. Сөзден жеңіліп бара жатқан Жебірейіл сасқалақтап, жұмаққа кірер алдын қыл көпірден өту керек деді. Сонда Ыдырыс, Мәкәйілмен бірге қыл көпірден өтіп, тозақты аралап шыққаным есіңнен шығып кетті ме деп сұрады. Періште сөзден жеңілді. Сол кезде Жаббархақ, әй Жебірейіл, сөз тапқанға қолқа жоқ. Оны білімді деп айттым ғой. Ыдырыс айласын асырды. Енді оның жұмақта мәңгі бақи қалуына рұқсат деді. Осылайша Ыдырыс пейіштен мекен алды. Бірақ пейішке оның өзінен бұрын кебісі бірінші кірген деседі. Бір мақұлық бар. Адам ата заманнан ашырды. Ноқтың топанды өзіне азық тапты. Ол не? Ол жылан еді. Әуелде жылан пейіштің күзетшісі болды. Бір күні ібілісті пейішке кіргізіп, Тәңірдің қаһарына ұшырады. Аяқ қолынан түгел айырылып жерге түсті. Жазасы ретінде Тәңір оған ризық бермеді. Топан суда Ноқ пайғамбардың кемесінде болмаған екі мақұлық бар. Ол қайсы? Оның бірі қарлығаш, бірі маса еді. Ноқ кемесін тышқан тесіп, ішін су жайлағанда жылан бүкіл денесімен тесікті бітеді. Ұзақ уақыт мұздай суда жатқандықтан денесін суық жайлады. Жылан денесінің мұздай болатыны содан қалыпты. Оның үнемі алтын бар жерді мекендеп, алтынның буына денесін қыздырып жататыны осы екен. Жылан тесікті бітерде Ноққа арыз айтты. Маған Тәңірі тағаладан ризық бұйырмады. Сен пайғамбарсың. Алладан сұрап рахаттанып жейтін сүйікті асымды алып бер деді. Ноқ келісті. Топан су тартылып кеме Қазғұрт тауында аман есен жағаға шықты. Жылан Ноқтан уәдесін сұрады. Пайғамбар, не жегің келеді деді. Жылан, мен өзім таңдаймын. Қайсысын ұнатамын, соны сүйікті ризығым етіп бекітесің деді. Ноқ амалсыз келісті. Әубаста кемеге мінерде Ноқ пайғамбар жыланмен шаянға қарап, кемеде біреуді шағып алып жаралап жүрерсіңдер. Уларыңды тастаңдар деп әмір еткен еді. Жылан улы тісін, шаян тікенін тастап кемеге кірген болатын. Бірақ Құдайдың құдіретімен жыланның улы тісінен маса, шаянның тікенінен сона пайда бола кетті. Оларды ызылдап кеме ішіне кіріп алған екен. Жылан дәмді қан іздеуге масаны жұмсады. Жәндік зуылдап ұша жөнелді. Барлық жануардың қанын сорып тәтті азық іздеді. Ең соңында бесікте жатқан Ноқтың немересінің бетіне қонды. Қанын сорып көріп еді, тәтті екен. Қуанып жыланға хабарлауға асықты. Сол сәтте Тәңірі тағала қарлығашты жаратты да, масаның жолын тұт, менің пайғамбарыма зияны тимесін деп әмір берді. Әдегенше қарлығаш масаның алдынан ұшып шықты. Маса жыланның тілінен жаралғасын, ол заманда сөйлей алатын қасиеті бар еді. Қарлығаш, әу маса, ең тәтті қан ненікі деп сұрады. Адамдікі деді маса. Қанеки, мен де дәмін татып көрейін деді. Маса тілін шығарып еді, қарлығаш тілін жұлып алды. Маса ызыңдап сөйлей алмай қалды. Тілінен айырылып жыланға келді. Жылан, тәтті қанды таптың ба деді. Маса ызыңдап сөйлей алмады. Ненің қаны тәтті деп жылан екінші рет сұрады. Сол кезде қарлығаш шыға келіп, мен жолығып сұрағанда құрбақа деп еді. Құрбақаның қаны тәтті деді.
Жылан бір нәрсенің болғанын сезді. Ендеше маса неге сөйлей алмай қалды деді. Қарлығаш, ол қомаға екен. Тәттіге қонығып өзінің тілін жұтып қойған деді. Сол кезде Нұх пайғамбар қолын жайып, "Уа Тәңірім, жыланның азық етіп құрбақаны бер" деп дұға етті. Жылан бұрын пейіште мекендеген еді. Қарлығаштың денесінен пейіштің иісін сезіп қойды. Заматта қарлығашқа тап берді. Қарлығаш жалт берді. Жылан оның құйрығынан тістеп жұлып алды. Содан бастап қарлығаштың құйрығы айыр болып қалды. Адамның жанына жақын өмір сүріпті. Біздің түркі жұртында қарлығаш қай үйге қонса, сол үйде береке болады деп ырымдайды. Не себепті Жәбірейіл, Әзірейіл, Мәкәйіл, Ысырапылдың дәрежесі өзге періштелерден артық болды? Әлімсақта бүкіл періште ілім сайысында жеңілген соң Тәңірі тағала адамға сәжде етіңдер деп бұйырды. Сол кезде 4 мұқарап періштенің маңдайы сәждеге бірінші боп дейді. Сол себептен дәрежелері өзгеге қарағанда кемелденіп шыға келді. Кекшілді кімнен қалды? Әбілістен қалды. Ол Алланың дәргейінен қуылған соң кеудесіне кекшілдіктің отын жақты. Осы кекшілдік дерті ақыретке дейін оған Алланың мейірім сипатын көрсетпейді. Адамның жаратылысы қанша жерден мықты болса да, бір әлсіз нүктесі бар еді. Ол қайтысы? Ол адамның күмәншіл мінезі. Қабірге мазарды ең алғаш кім тұрғызды? Ыдырыс пайғамбар. Ол ілімнің соңына түсіп дүниені шарлап шыққан жалғыз пайғамбар еді. Жер бетінде оның табаны тимеген топырақ қалмады. Бір күні ол ілім білімнің күшімен Нұхтың заманын, оның кеме соғып жатқанын, топан су болатынын біліп қойды. Бүкіл жануар Нұхтың кемесіне тығылып аман қалады. Бірақ аруақтардың моласы қирап жоғалады екен. Ыдырысқа бір ой келді. Ол осының алдын алайын деп жер бетіндегі жүрегі таза момындардың мазарын салуда, оларға құлыптас қоюды міндет етіп алды. Кейін топан су қаптап, жер бетін сел басқанда, Ыдырыстың салған мазарларын қирата алмады. Топан су тартылған соң да, ол мазарлар кейінгі заманға аман есен жетті. Сәлемдесу кімнен қалды? Ол сияр кітаптарда былай баяндалады. Тәңірі тағала ең әуелі Әзіреті Мұхаммед пайғамбардың нұрын жаратты. Ол нұрдың бір тамшысынан қалам мен лаухыны жасады. Сосын Алла тағала ол екеуіне, "Менің сүйікті пайғамбарыма сәлем беріңдер" деді. Ол екеуі Мұхаммедтің нұрына "Ассалаумағалейкум уа Мұхаммед" деп сәлем берді. "Уағалейкум ассалам уа рахматуллах уа баракатух" деп пайғамбардың нұры сәлемді қабыл алды. Сол сәтте Алладан әуез жетіп, кімде-кім сәлем берсе, соған берекетім жауады. Кім сәлемді қабыл алса, саған жұмағым нәсіп болады деді. Алла тағала сәлем беруді әмір еткен соң, мұсылман баласы үшін сәлем беру парыз саналды. Пайғамбардың нұры сәлемді қабыл алған соң, сәлемді алу сүндетке айналды. Жердің аузы бар ма? Бар. Шебер Алла жерді жаратқанда оған тіл бітті. Ол Тәңірге тахлил тәсбих айтып, 99 есімін зікірге қосты. Алла оған риза болып, "Қара жер, ықыласыңа разымын. Сен ақыреттің көлеңкесі боласың. Адамзаттың 5 күн жалғандағы сынақ алаңы сенде өтеді. Адам ұрпағы пәни жалғанда еккен егінін ақыретте менен алатын болады" деді. Жер: "Уа Тәңірім, мен де сенің мәңгілік назарыңда болғым келеді. Сынақ алаңынан басқа маған қандайда бір нығметің нәсіп бола ма" деп сұрады. Қара жер: "Қайғырма. Мен әділ Құдаймын. Бір үйімді сенің бетіңе соғам. Құдіретімнің белгісі ретінде қара тасты жерге түсіремін. Тәубе қылып менен рахмет тілеген құлдарым менің үйіме зиярат жасайтын болады" деді. Жердің осы тахлил тәсбих айтқан аузы қазіргі Меккенің орны екен. Ұлық Алла адам ата жазықты болып жерге кетерде оған былай деді: "Әй адам, жерге барған соң менің үйімді соғасың. Мен әлімсақта қара жерге құрмет көрсетемін" деп уәде еттім. "Барлық қылған тәубеңді Қағбаға барғанда қабыл көремін. Қағбаның белгісі қасиетті қара тас болар" деді. Содан бастап Қағба Құдайдан рахмет тілеп, қажылыққа баратын барлық тақуа тауазылардың киелі мекеніне айналыпты. Әруаққа неге Құран бағыштайды? Ол туралы мынадай аңыз бар. Тәңірі тағала ешқашан ештеңеден жаралмаған әуелден бар зат еді. Әлемнің іші де тысы да бір өзі. Әлемнен бөлек те емес, бірге де емес құпия қазына болатын. Жаббар хақ 4 түсі, шет шегі, бет келбеті, салмағы, мекені болмайтын мәңгілік құбылыс. Құдай өзінің құпиясын ашып, рухани қазынасы мен шарапатын 18 мың ғаламға тарату үшін өзіне орынбасар жаратуды ұйғарды. Сол кезде тау-тас, орман, ағаш, от, су, аспан, жер барлығы адамды менен жаратса екен деп таласты. "Мен биікпін, менен жарат" деді тау.
Мен әзизбін, менен жарат, деді алтын. Мен тасқынмын, менен жарат, деді су. Мен дүлеймін, менен жарат, деді жел. Мен күштімін, менен жарат, деді от. Мен асқақпын, менен жарат, деді аспан. Мен жұмсақпын, менен жарат, деді ағаш. Мен қаттымын, менен жарат, деді тас. Сөйтіп барлығы таласып жатқанда жер ғана сынықтық танытып, мен мақұлық атаулының табанының астында жатамын. Ұлық Алла орынбасарын мұндай қадірсіз заттан жаратпас. Төбім топырақ, бүкіл күл қоқысты маған көмет, лас суды маған төгет. Мен бұл құрметке лайықты емеспін деп ойлайды. Сонда Тәңір Тағала: әй тау, сенде бір мін бар, тәкаппарсың, кішіреюді білмейсің. Алтын, сенде бір мін бар, баяның жоқ. Сыртың жылтырақ, ішің қалтырақ. Су, сенде де мін бар, тасығанда өткел бермейсің. Жел, сен тұрақсызсың, мінезің құбылмалы. От, сенің мінің қатыгезсің, жанғанда жақсы мен жаманды айырмайсың, жан-жағыңды жайпап кетесің. Аспан, сенің мінезің мақтаншақсың, өзіңнен басқаны көз келмейсің. Ағаш, сен әлсізсің, сынақта сынып кетесің. Тас, сен мейірімсізсің, жақынға жылуың жоқ, деді. Сосын жерге қарап: адам тәнін сенен жаратамын, сен кішіпейілсің. Менің ең жақсы көретін мінез құлқым осы. Бүкіл тіршілік иесі саған тәуелді болады. Мінездің ауыр, сабырлы, қойның толған береке. Алтын, күміс, ас, ауқат, түгел дерлік сенен өсіп шығады. Күллі мақұлық нәжісін саған төксе де, сен одан хош иісті гүл шығарасың. Лас су жерге сіңіп тәтті бұлаққа айналады. Жасаған жақсылығыңды міндетсіну сенде жоқ. Адам сенен жаралып өлген соң саған оралады. Адам ұрпағы тірісінде неғұрлым саған ұқсаса, соғұрлым менің алдында қадірлі болады, деді. Осы кезде қара жер Алладан дат сұрады: уа жаратушы ием, адамды менен жаратқаныңа қарсы емеспін. Олар қанша мыңдап жерленсе де, мен олардың денесін шертіп, тәндерін топыраққа айналдырам. Бірақ адам баласы ғапылдықтан күнәні көп жасайды. Олар өмірден өткенде менің қойныма таудай күнәлар арқалап келеді. Сонда олардың ауыртпалығын кім кетіреді? Жасаған қиянаттары мен зорлық-зомбылықтары менің де арқама батар, деді. Қара жер, қайғырма, мен шебер Алламын. Олардың күнәсін жойып, саған салмақ салмауға құдіретім жетеді. Мен адам ұрпағына Құран сүремін. Марқұм болған адамның ұрпақтары әруақтарды еске алып, оларға Құран оқытып, дұға ететін болса, олардың күнәлары жойылып отырады. Сонда саған да артық жүк түспейді. Мұсылмандар әруаққа Құран оқуды тоқтатқанша осылай жалғаса береді, деді. Қара жер сонда барып тынышталды. Әруаққа Құран оқу салты тоқтағанда қара жер адамдардың күнәсін көтере алмай жарылып кетеді деседі. Ақыр заман осылай басталады екен. Не үшін адам атаны Сафиулла деп атады? Адам ата топырақтан жаралғандықтан оны Сафиулла деп атады. Шешті не үшін Хибетулла деп айтты? Адам ата мен Хауана әбілден айырылған соң қайғыдан қан жұтты. Жаббар Хақ екеуін жұбату үшін Шиш деген ұлды сыйға берді. Сондықтан Шишті Хибетулла деп атады. Бұл Алланың сыйы деген сөз. Ыдырысты неге Сахафулла деп атады? Себебі Ыдырыс алғаш болып әріптерді таңбаға түсірген пайғамбар. Сондықтан оны Алланың жазуының иесі деп атаған. Нұхты неге Нажиулла деді? Нұх кеме жасап топан судан аман қалды. Сондықтан оны Нажиулла деп атады. Мағынасы Алланың бақытына ие болушы деген сөз. Не үшін Худ пайғамбарды Әмирулла деп атайды? Тәңірі Тағала Худты 9 жасында пайғамбар етіп таңдап, арабтардың жеріне Әді деген еліне жіберді. Сол кезде Әжақ деген патшасына Алланың әмірін жеткізген еді. Сондықтан оны Әмирулла, яғни Алланың әмірін жеткізуші деп атады. Ыбырайымды Халиулла деп неге атаған? Ұлық Алла Ыбырайымды өзіне дос тұтты, сондықтан оны Халиулла деп атады. Лүт пайғамбарды Салимолла деп не үшін атаған? Лоттың заманында Садум деген шаһардың халқы қатты азғындап кеткен еді. Тәңірі Тағала сонда да олардан күдер үзбеді. Оларға Лотты пайғамбар етіп, өзінің сәлемін жіберді. Сондықтан Лотты Сәлимулла, яғни Алланың сәлемі деп атаған.
Ысмағұл пайғамбарды не үшін Забихолла деп атады? Себебі әкесі Ысмағұлды құрбандыққа шалмақ болды. Сол сәтте көктен қошқар түсіп аман қалды. Сондықтан оны Забихулла, Құдай жолына құрбан болушы деп атады. Жақып пайғамбарды неге Исраилулла деп атады? Ысқақ пайғамбар үлкен ұлы Ияздың пайғамбар болғанын қалады. Ал Құдайдың назары кіші ұлы Жақыпқа түсті. Сондықтан оны Исраилулла деп атады. Мағынасы Құдайдың таңдағаны деген сөз. Жүсіп пайғамбарды неге Руятулла деп атады? Себебі Тәңірі Тағала Жүсіпке түс жорудың мұғжизасын берді. Сондықтан оны Руятулла деп атады. Мағынасы Құдайдың түс жорушысы деген сөз. Аюб пайғамбарды не себепті Сабирулла деп атаған? Оны дерт меңдеп денесін 40 жыл құрт жеп жатса да тағатын үзбеген. Сынақта сүрінбеген. Әбіліс оның әйелін арбап, отбасы мен достарының арасына да от салды. Аюб сонда да сыр бермеді. Әбіліс күніне 1000 түрлі пәле шақырса да, Аюб жеңілмеді. Денесінен түскен құрт болса, оны жерден алып, Алла саған менің етімді ризық етіпті, несібеңнен айырылма деп, құртты жарасына қайта салады екен. Аюбтың сабырлығына көріп, сайтандар түңілген екен деседі. Сондықтан да Сабирулла Алланың сабыры деп атаған. Шұғайып пайғамбарды неге Насихулла деп атады? Шұғайып Арабтың Мәдейін деген қаласына барып, жұртқа насихат айтқан еді. Оларға ең бірінші адал болыңдар деп уағыз айтты. Сондықтан оны жұрт Насихулла, Алланың насихаты деп атап кетті. Не үшін Мұса пайғамбарды Калимолла деп атады? Себебі Мұса пайғамбар Тұр тауында Тәңірісімен тікелей тілдесті. Сондықтан оны Калимулла, Алламен тілдесуші деп атады. Харунды неге Муинулла деп атаған? Мұса пайғамбар дүниеге келер кезде перғауын түс көрді. Түсінде ғажап іс көрді. Бәйтүл Мұқадас жақтан жалындаған от келіп, оны әскермен қосып өртеп жіберді. Перғауын шошып оянып түсін жортты. Көріпкел бақсылар Исраил жұртында дүниеге келетін сәбилерді өлтір деп кеңес айтты. Перғауын сәбилерді өлтіруге жарлық шашты. Сол сәтте Амранның әйелі босанып дүниеге Мұса пайғамбар келді. Шешесі патшаның әмірінен қорқып, сәбиін сандыққа салды да Ніл өзеніне ағызып жіберді. Оны Перғауынның әйелі Әсия тауып алды. Ол нәрестені сарайға келіп баға бастады. Патша сәбиді көрген бетте өлтірмекші болды. Сонда әйелі: "Қаршадай бала саған не зиян ете алады? Оны өлтірме" деп араша түсті. Сонда Перғауын Мұсаның алдында шоқ пен алманы қойып, "Егер бала шоқты ұстаса, аман сақтаймын. Егер алманы таңдаса, ақылы бар" деген сөз. Онда сөзге келмей өлтіремін деді. Мұса алманы ұстамақ болып жақын барып еді, Жебірейіл періште оны бұрып жіберді. Ол тәлтіректеп барып шоқты ұстап алды да аузына салып жіберді. Сол кезде тілінің ұшы күйіп сақауланып қалды. Перғауын баланың таңдауын көріп ақмаққа балады. Кейін Мұса пайғамбар болып, елге уағыз айта бастағанда тілінің мүкістігі кедергі келтірді. Сол кезде Құдай Тағала оған серік етіп, туысқан інісі Харунды қосты. Сондықтан да Харунды Муинулла, яғни Алланың көмегі деп атаған. Жүніс пайғамбарды не үшін Зүнунулла деп атады? Жүніс пайғамбар 40 күн балықтың ішінде жатты. Зүнунулла Тәңірдің балығының иесі деген сөз. Не үшін Ілиясты Хикметулла дейді? Ілияс қияметке дейін тірі қалған пайғамбардың бірі. Ол Қызырға ілесіп ел аралап жүреді екен. Қызырата халыққа Құдайдың берекесін дарытса, Ілияс Алланың хикмет даналығын үйретеді деседі. Сондықтан да оны Хикметулла, Алланың даналығы деп атаған. Ескендір Зұлқарнайынды не үшін Жахидулла дейді? Себебі ол батыс, шығыс, желдік түстікті жауыздардың бәрімен шайқасып, тізе бүктірген баһадүрі. Алланың дұшпаны Әжүж бен Мәжүждің әскерін күл талқан етіп, өздерін қаптауына зынданға шегеледі. Сондықтан оны Алланың күрескері Жахидулла деп атады. Не үшін Ұлықпан хакімді Табибулла деп атаған? Табибулла Алланың дәрігері деген сөз. Ұлықпан 1000 түрлі дерттің дауасын тапқан данышпан еді. Сондықтан Табибулла деп аталды. Дәуіт пайғамбарды не үшін Зиратулла деп атаған? Дәуіт темірден түйін түйіп, сауыт сайман жасаған ұста еді. Сондықтан оны Зиратулла деп атады. Бұл Алланың сауыты деген сөз. Сүлеймен пайғамбарды не үшін Тәжулла деп атады?
Себебі Құдай тағала Сүлейменге жер мен көктің билігін берді. Жан-жануардың тілін үйретті. Құдіретті жүзік берді. Патшалық берді. Сүлеймен арқылы Құдай тағала өзінің құдіретін паш етті. Сондықтан оны Алланың тәжі деп атаған. Озайыр пайғамбарды не үшін Насрулла деп атады? Себебі ол Шам халқына Алланың жәрдем етіп жіберілген еді. Сондықтан Насрулла аталды. Жақия пайғамбарды не үшін Хашиулла деп атады? Себебі Жақия пайғамбар жұртқа кішіпейіл мен көркем мінездің үлгісін көрсетті. Сондықтан оны Алланың кішіпейілі деп мақтаған. Ғайсаны неліктен Рухолла деп атады? Себебі Ғайса әкесіз туды. Құдайдың құдіретімен жаралғасын оны Рухолла деп атады. Әзіреті Мұхамбет пайғамбарды не үшін Хабибулла деп атады? Себебі Құдай тағала Мұхамбет пайғамбарды ерекше жақсы көрді. Оны сүйгені сонша 18 000 ғаламға рахмет етіп жіберді. Сондықтан оны Хабибулла, Алланың сүйіктісі деп атаған. Мықты болсаң, адам атаның ерлігін жырла. Тәңірі тағала адам атаны балшықтан өзі мүсіндеді. Оған рух үрлеп, көкірек көзін ашты. Әбелесті ілім сайысында тасталқан етіп жеңді. Күллі періште оған сәжде жасады. Хауа анамызбен жұбын жазбай, адал махаббаттың алғашқы үлгісін көрсетті. Адам атаның себебінен Құдайдың ықыласты құлдары мен пасық құлдарының арасы ажырады. Жаббар хақтың ауыр сынағын алғаш бастан кешті. Қаратасқа ең бірінші тәу етті. Ыдырыс пайғамбардың ерлігі жайлы не айтасың? Ыдырыс ең бірінші әліппені түзеген пайғамбар. Дыбысты теріге түсіріп таңбалаған терең ілім иесі. Жазу сызу содан басталды. Ол болмағанда ғалымдардың хаттары тасқа түсіп сақталмас еді. Біз Алланың сүйікті достарына көктен түскен рисаланы оқымас едік. Ол періштелерден айласын асырып, Әзірейілдің құрығына ілінбей кеткен жалғыз пайғамбар. Ол жұмақта қазір де өмір сүріп жүрген жалғыз пайғамбар. Екінші адам атанған Нұх туралы не айтасың? Оның жүрегі ой мен қиялға бай еді. Пайғамбарлар ішінде ең ұзақ ғұмыр сүру соның маңдайына жазылды. Ол надандыққа әбден батқан ел жұртын қаншама жыл сүйреді. Ар мен намыс, ұят пен ибаны, мейірім мен қайырымды халыққа жеткізем деп жаны жай таппады. Төбесі көктіреген алып бәйтеректен алып кеме тұрғызу Нұх сияқты батырдың ғана қолынан келетін еді. Жануарлар мен адамдарға пайғамбарлық етіп, топаннан аман алып қалды. Ол болмағанда біз осы күнге жетпес едік. Енді Ыбырайым пайғамбарды ұлықта. Ыбырайымды сахарда туған шолпандай ұлық пайғамбар деп айтады. Одан асқан дархан жоқ. Қонақ күту, жомарттық содан басталды. Көңілі түскен кісіге астындағы жалғызатын сойып беретін нағыз мәрттің өзі. Жалғыз отырып ас ішпеді. Құшақтасып көрісу содан қалды. Оған қос пайғамбардың әкесі атану бақты бұйырды. Төрт періштенің зікіріне ғашық болып, бар амалын сарып қылған. Өз қаржысына қасиетті қағбаны жаңалаған. Алланың сүйген досы. Алла оны бекерге Халиулла деп атаған жоқ. Ол халықтың жолында жалғыз ұлын құрбанға шалмақ болған ең тәуекелі мықты ұлық пайғамбар. Ысмағұл пайғамбардың дәрежесі қандай? Ысмағұл 1000 жылда бір туатын ер. Анадан туа сала Зәмзәмнің көзін ашты. Оның шарапатынан Зәмзәм суы тоқтаусыз ағып тұр. Оның рахатын қазір біз көріп отырмыз. Ол Алланың жолында шыбын жанын пида етті. Жаста болса бас болатын дана еді. Жомарттықта әкесінен асып түсті. Ыбырайым оны құрбанға шаларда, «Әй ұлым, көрдің бе? Менен өткен жомарт жоқ. Жалғыз ұлымды Алла үшін құрбан қылдым» дегенде, ұлы, «Әке, сен жалғыз ұлыңды құрбан етсең, мен жалғыз жанымды құрбан етіп жатырмын. Қайсымыз жомарт екенбіз» деп Ыбырайымды сөзден тосқан. Ыбырайымның екінші ұлы Ысқақтың қандай ерлігін білесің? Ысқақ пайғамбарлар көшін бастаған. Анасы Сара 90-ға келсе де, пұшпағы қанамаған бақытсыз әйел еді. Ысқақ анасының үміті үзілуге шақ қалғанда көзінің қуанышы болған бақытты жан еді. Алланың дидарына ғашық болу содан басталған. Жаратқанның жамалын қайтсем де көремін деп ұйқысын бауыздаған. Кеш жатса да сахар уақытын қаза кетірмей, бұлбұлдарға қосылып, құйқылжыған әуенмен Аллаға зікір айтқан. Оны Бәну Исраилдің ұлық атасы дейді. Жақып пайғамбардың қандай ерекшелігі бар? Ол да ұлық пайғамбар. Ол сияқты жүрегіне сақ болған ешкім жоқ. Қылдай қиянаттан қашық жүрді. Жолда жатқан құрт құмырсқаға зияным тимесін деп әр қадамын аңдып басты. Құдай үшін көз жасын тауысып жылаған ол сияқты адам жоқ.
көзінің жасынан шөлгіркеген шыбын сусындаған. Періштелер әр тамшысын пейіштің ішбегіне орап, құрметпен ұстаған. Жүсіп пайғамбарды сипатта. Жүсіп пайғамбар Құдайдың ерекше жаратқан қайырымды құлы. Суық құдықта қиналып жатса да қабағын шытпаған асыл ер. Туған ағалары қастық қылса да, жүрегіне кек сақтамаған нағыз ақ жүрек. Бауырымен 3 күн араздасқан адамға иман нұры дарымай. Қастандық қылған 9 ағасын кешіріп панасын алған. Адал жарға сенімді күйеу болған жігіттің нағыз сұлтан еді. Зинадан қашып, өзін-өзі зынданға тастаған. Құдайға осы қылығы жаққандықтан, Раббысы оған түстің мұғжизасын берген. Түс жоритын сол кереметі бүкіл жұртына қайырлы болды. 8 жылға созылған алапат аштықтың алдын алды. Перғауынның тағына отырып, әділдікпен ел басқарды. Зылиханың махаббатын Алланың ғашықтығына ұластырған ұлық пайғамбарлардың бірі еді. Дәуіт пайғамбардың батырлығын баянда. Ердәуіттей жүрек жұтқан батыр пайғамбар аз. Ол 13 жасында жалұттай жауыздан қасиетті Қағбаны азат қылды. Ақырғанда дауысы 60 шақырым жердегі жаудың жүрегін ұшырды. 30 ұлының орнына Раббысы оған Сүлеймендей бекзаданы нәсіп етті. Нанын адалдан жеймін деп Алладан кәсіп сұраған. Патшалық тағын тастап, адал еңбекпен күн кешті. Темірді балшықтай иледі. Ел жұртын жыланның шабуылынан құтқарды. Алғаш болып сауыт сайман соқты. Ұсталардың пірі болды. Оған Забурдың жырларын түсірді. Ән салғанда ұшқан құспен жүгірген аң тоқтап тұрып, әсем даусын тыңдаушы еді. Су иесі Сүлейменнен сөйле. Сүлеймендей Құдайға сүйікті болған пайғамбар аз. Алланың оны жақсы көргені сондай, мақұлық атаулымен тілдестіріп, даналығын шексіз шыңдатты. Сүлеймен содан сөзге ұста, ойға ұшқыр болды. Жын періні тізе бүктіріп, әлақсаны салдыртты. Өзі өлсе де таяғына сүйеніп 40 жыл тұрды. Оның сұсты келбетінен қорыққан жын пері өлі тірісін біле алмады. Құрт келіп аса таяғын кеміріп құлатпағанда жындар әліге дейін әлақсаны салып жүре беретін еді. Жердегі жануарды менсінбегесін Алла оған пейіштен тұлпар түсірді. Әлемнің билігін бір жүзікке сыйғызды. Жүніс пайғамбар несімен ұлық болды. Ол сияқты ауыр сынаққа төзген ешкім жоқ. 40 күн қылуетте жалғыз жатып тағат қылған талай тақуалар өткен. Бірақ ол сияқты 40 күнді тарғапаста өткізген ешкім жоқ. Кемедегі жұрт қол аяғын байлап теңізге лақтырғанда балыққа барып жұтылды. Жайынның қарнында 40 күн қамалса да зікірін тілден тастамады. Абыройының асқақ болғаны соншама, күллі балық жабылып жалаңаш денесін жасырған. Соның себебінен Залуқа атты балықтың ұрпағына береке дарыды. Теңізде жүзген жалғыз пайғамбар. Мұса пайғамбардың парасатын сипатта. Өкініп тәубе етуде Мұса кәлимолла талай жанға үлгі болды. Алла оны перғауындай жауыздың сақалының астында сақтады. Перғауынмен айқасқанда қолына аса таяқ ұстатты. Күшін жаудан басым етті. Теңізді жарып, перғауынды суға тұншықтырды. Халқын құлдықтан елдікке бастады. Тұр тауында Алламен жақын келіп сырласты. Жұртына Тәуратты әкелді. Көктен тағам түсірді. 40 күн тұрып тағат қылып, Алланың разылығын алды. Шешендікте одан өткен пайғамбар жоқ. Ғайса пайғамбардың дәрежесі қандай? Адамды сүюде Ғайсадан асқан ешкім жоқ. Бір бетін ұрса, екінші бетін тосатын шынайы махаббаттың иесі. Биби Мариям анамыздың пәктігінен жаралған пәк пайғамбар. Өлікті тірілткен, ауруды тұрғызған, ақсақты жүргізген, соқырды жазған, 1001 дерттің шипасын білген. Теңізден жаяу өткен. Бауырмалдықта, кең пейілдікте одан өткен адам жоқ. Тәңірі тағала Әзіреті Мұхамбетті жаратып, мен сені 18.000 ғаламға рахмет үшін жараттым деген. Енді Мұхамбет пайғамбардың фазилетін жырла. Әзіреті Мұхамбет кемелдердің кемел еді. Адам ата бидай жеп күнәлі болды. Біздің пайғамбар барлық күнәлар үмбетіне рақым қылады. Ыдырыс пайғамбар пейішке кіру үшін періштелерден айласын асырды. Хақ пайғамбар миғражға самғағанда, ұлық Алланың рұқсатымен 8 жұмақты түгел аралап шықты. Нұқтың сабыры сарқылып, топан суды Алласынан тілеп алған. Ал Алланың хабибі керісінше, жаулары тісін ұрып сындырса да, оларға рахым тіледі. Ыбырайым өзін мойындап, ізіне ергендердің ғана қамын жеді. Ал Расул болса, ізіне ергеннің де, ермегеннің де келешегін ойлап, түнімен тағат таппай дұғада отырды. Жүсіптің түрін көрген сарайдағы әйелдер ғашықтықтан дегбірі кетіп, саусақтарын кесіп алған.
Олардың нәпсілері қозып көңілдерін бұзық ойлар шырмаған. Ал ақырдың елшісіне кемелдік келбеті нәсіп болды. Оның жүзін көрген Меккедегі талай зинақор сол күні нәпсіге құлып салып, оңалып шыға келетін. Мусаның асасы Перғауынның сарайындағы сиқыр атаулыны түбірмен талқандады. Ал Әзіреті Мұхаммедтің Құраны жер бетіндегі сиқыр біткенді сындырды. Дәуіт темірді қамырша илейтін. Пайғамбарлар мөрі болса тастан да қатты жүректерді жылы лебізімен ақ былқылдатып илеп жіберетін. Сүлейменнің даусын естігенде жындар қорқатын. Ал пайғамбардың үмбеті Аятүл Күрсіні оқығанда жын шайтанның бәрі қалшылдады. Ғайса өлген адамды тірілтетін, бірақ одан дініне пайда болмады. Себебі тірі тәннің ішінде рухани өліп қалған ет жүрегіне рухани нәр бере алмады. Ал пайғамбарлар патшасы өлген өлікті емес, тірі адамның өлген жүрегін тірілтті. Ғайса кереметімен судың бетінде батпай жүрді. Ал Алланың сүйіктісі рухтың күшімен көкте қалықтады. Тәңірі тағала Сүлейменге жүзіп берді. Нұхқа кеме берді. Жүсіпке түз шоруды берді. Мұсаға аса таяқ берді. Ғайсаға адамды тірілте алатын мұғжиза берді. Әзіреті Мұхаммед пайғамбарға қандай кереметі нәсіп қылды. Адамзатқа лайық ең үлкен мұғжиза Әзіреті Мұхаммедтің өзіне және үмбетіне нәсіп болды. Құран ілімін меңгерген мұсылманның баласы көкірек көзін ашатын ең ұлық нығметке қол жеткізді. Сол үшін де бүкіл пайғамбар Мұхаммедтің үмбеті болсам деп армандап кеткен. Себебі Құранның уахи болуы ең ұлы мұғжиза. Әзіреті Мұхаммед пайғамбар Миғражда отын жинап жүрген бір шалды кездестірді. Ол зор мехнат тартып, арқасына отын артады. Жиған шөпшегін көтер алмай зорығады. Сонда да бұл жиғаным әлі аз деп, отынға көзі тоймай қу бұтақты тере берді. Жаңа бұтақты көрген сайын арқасындағы отынын ұмытты. Соның кесірінен жүгі ауырлап, жалп етіп құлады. Бірақ отынға көзі тоймайды. Мұның сыры неде? Ол дүние қоңыз адам еді. Бейшара тірісінде дүние мүлікке тоймаған. Қалаберді жиған дүниесінің ішінде ғарып міскіннің көз жасы бар. Жүгін ауырлатып тұрған нақақ көздің жасы. Жиғандарын бауырларымен бөліспеді. Өз рахатына да қимады. Өлгенше мал көбейтіп, ешкімге зекет бермеген сараң адам. Ол ақыретте де осылай отын жинап қор болады. Миғраж сапарында Хақ пайғамбар бір құдық қазған адамды көрді. Құдығын машақатпен қазып болғаннан кейін маңдай терін сүртіп, оған қауға тастады. Бірақ құдықтан бір тамшы суда шықпады. Әлгі пенде қайта тастады. Ақыры болмағасын, шөлдегеннен ерні кезеріп, қайтадан құдық қаза бастады. Жанына барып қарасам, құдығы суға толып тұр. Бірақ шелегіне су ілінбейді. Бұл не хикмет? Бұл құдықшы бақытсыз жан. Қауғасын қанша салса да өзі қазған құдықтан бір тамшы су іше алмай мәңгі бақи қор болады. Ол адам дүниеде талай жанға жақсылық жасаған бай еді. Бірақ жақсылығын міндет етіп, елден мақтау тілеп, өзгеден сый құрмет дәметіп жүретін. Соның кесірімен игілігінің қайырын мәңгі дүниеде көре алмай сорлап отыр. Тозақтың әсілі не? Қайғы тозақтың тоңы, ашу ыза тозақтың оты, ауру дерт тозақтың азабы, имансыздық тозақтың жолы, күнә тозақтың тамыздығы, арсыздық тозақтың көлігі, маскүнемдік тозақтың кілті, соғыс тозақтың ошағы, ғайбат тозақтың тілі, қиянат тозақтың қақпасы, опасыздық тозақтың жалыны, зина тозақтың серігі, шайтан тозақтың туысы, тәкаппарлық тозақтың тұғыры, берекесіздік тозақтың тұрағы, қайырымсыздық тозақтың арқауы, күншілдік тозақтың торы, ұрлық тозақтың терезесі, парақорлық тозақтың босағасы, жауыздық тозақтың табалдырығы, арамзалық тозақтың көпірі, көпірлік тозақтың көзі, өсек тозақтың құлағы, қарғыс тозақтың аузы, жамандық тозақтың аяғы, надандық тозақтың қолы. Ең қауіптісі осы надандық. Надандық жайлағанда тозақтың барлық сипаты тіріле бастайды. Пейіштің әсілі не?
Адамның бір-біріне еткен мейірім шапағаты жұмақтың жолы. Қабақ шытпай бір-біріне қуаныш сыйласа, жұмақтың нұры. Шаттық адамның ғұмырын ұзартса, ашу ыза ажарын алады. Бағын тайдырады, бақытын қашырады. Берекеттің жолын 99 күн болып тұрады. Мезгілсіз қаза мен емі жоқ ауру ашудан жабысады. Қуанған адам пейішке, ызалы адам тозаққа жақындай береді. Тозақ отының сөнетін кезі бола ма? Адамда тәкаппарлықтан құтылуға тырысса, тозақтың да оты өшіп, жалыны бәсеңдейді. Ал біреумен бақталас болып күншілдік дертіне шалдықса, тозақ оты лаулап жанады. Адамның көзі не деп армандайды? Мен жақсы нәрсені көргім келеді. Дүниенің көркем және ғажап сыйларын тергім келеді. Арамнан сақтанып, адалға шаттанамын. Дүниенің неше түрлі көрінісін түйіп алып, ми мен жүрекке ақтарамын дейді. Адамның құлағы нені көксейді? Мен жақсы нәрселерді тыңдағым келеді. Шанағыма ғибратты тәмсілді, өнегелі бар сырды жинағым келеді. Өсек пен өтіріктен аулақ жүргенді қалаймын. Хикмет іздеген жанның қызметіне жараймын дейді. Адамның аяғы нені мақсұт етеді? Мен жақсылыққа қарай жөнелгім келеді. Сапар шегіп, қазынаға кенелгім келеді. Жамандық пен зұлымдықтан теріс айналамын. Ілімге талпынған дәреуш талапкердің қажетіне сайланамын дейді. Адамның тісі не деп үн қатады? Мен адал ас татқым келеді. Ауызға қамал болып түрлі бәледен қаққым келеді. Асқазанға жылы жұмсақ нәрлі тағам жіберемін. Ғұмыр бойы бұзылмай, сау тұру менің тілегенім дейді. Адамның тілі не деп толғайды? Мен Тәңірді көркем үнмен мадақтағым келеді. Сөзге жүгініп жаратылыстың жұмбақтарын сараптағым келеді. Ащы мен тәттінің дәмін де мен айырамын. Маған жүректі жібітетін өсиет толғаулардың да жайы мәлім дейді. Ері не деп тілейді? Ата-ананың бетінен сүйгім келеді. Шешен сөйлеп сыңарыма жанасып тигім келеді. Иемнің 100 әлпетіне көрік бітіремін. Сыр сымбатын құртып алмайын деп күтінемін дейді. Мұрынға тіл бітсе, не деп сөйлер еді? Мен сәбидің маңдайын иіскесем қуанамын. Қош жұпардан ләззат алып жұбанамын. Жайнаған ғажайып гүлдердің қасиетін бірден сеземін. Адамды дерттен сақтау үшін кейде ауыр иістерге де төземін дереді. Адамның мойны не деп армандайды? Мен кішіпейіл мінезді жақсы көремін. Хақтың жолына қарай ұмсынып басты беремін. Кісінің жөні мен сапарын мен бағдарлаймын. Жақсылықта иемнің басқалардан мойны озық тұрса екен деп армандаймын дейді. Кеуде не деп толғайды? Мен даналармен қауышқым келеді. Әлім мен білімнің бәрін оқып тауысқым келеді. Жүрекке қормал болып, оған үй беремін. Тәңірді еске алғанда, нұрлы шұғылалы күйге енемін дейді. Адамның арқасы нені көксейді? Мен әлсізге қорған болып, қалқалағым келеді. Жауапкершілік пен міндетті арқалағым келеді. Қаранардай бейнеттен қайыспаймын, қандай соққы көрсем де майыспаймын дейді. Адамның иығы не деп толғайды? Мен парыз бен борышты жүктегім келеді. Пендемнің еңсесін тіктегім келеді. Иеме дүниенің бар игілігін жеткізіп берсем деймін. Тұрмыстың дауылы мен бораны қанша қақпақылдаса да теңселмеймін деді. Адамның белі нені мақсұт етеді? Мен ерлік пен елдік істерге өзімді буғым келеді. Айнымас талап пен майрылмас мақсаттың ізінен қуғым келеді. Машақат пен мехнатта сынып кетпес қайсармын. Дәрмен мен жәрдем беруден жалықпас жайсаңмын дейді. Екі қолға тіл бітсе, не деп сөйлер еді? Мен күшімді қайыр сахауатқа сарп еткім келеді. Иемнің мәнге жетіп, бақытты болу үшін тер төккім келеді. Қажыр мен қайрат мені қолданады. Күшіме бүкіл ғалам таңданады дейді. Алақан не деп сөйлер еді? Мен жетімнің басынан сипағым келеді. Ием мені ашып өзгелерге сый тәлім береді. Ашық тұрсам жомарт пейілім мен саламат көңілімнің нышаны. Түйілсем, жұмылған жұдырығым бірлік пен ынтымақтың мысалы дереді. Адамның тізесі нені аңсайды? Мен тағат пен құлшылыққа жүгінгім келеді. Әділдік пен туралықтың алдында ғана бүгілгім келеді. Іздегенім ерді сынайтын, шарыққа салып шыңдайтын майдан дередім. Бәденді тік ұстасам, иеме айбар беремін дейді. Адамның табаны нені қалайды? Мен тозбайтын ниет пен азбайтын тілекті қалаймын. Қандай ауыр бейнетке болсын қаранардай жараймын. Табанымның бүрі болса амалымның дүрі болар. Қайраты таймайтын, қуатын қайрайтын адамға батырлықтың сыры қонар дейді. Ібілістің сүйікті достары кім?
Өсімқорлар. Ібілістің ет жақын туысы кім? Зинақор мен өтірікші. Ібілістің құлдары кім? Айықпайтын маскүнемдер. Ібілістің құрметті қонағы кім? Ұры-қары. Ібілістің сырласы кім? Сиқыршылар. Ібіліске кім шабыт сыйлайды? Талақ айтып, ақ некесін бұзатындар. Ібілістің сүйіктісі кім? Құлқынның құлы болып, тағаттан махрұм қалғандар. Ібілістің қазынашысы кім? Зекетсіздер. Ібіліске бақыт сыйлайтын жан бар ма? Бар. Олар ақылы маталған надандар. Ібілістің тәнін кім паршалайды? Тәуба қылып тура жолға бет бұрғандар. Ібілістің іші бауырын не өртейді? Тәңір үшін кешірімшіл адамдар. Ібілістің жүзі неден қараяды? Жасырын берілген садақадан. Ібілісті не буындырады? Біреу Әзіреті Мұхамбет пайғамбарға салауат жолдаса, Ібіліс буына бастайды. Ібілістің қолын кімдер байлайды? Жомарттар. Жомарттың қолын жоқтық байлайды. Ібілістің қолын жомарт байлайды. Ібілістің құрған тұзағы неден құрайды? Ғалымдардың сұхбатынан. Ібіліс кімді жек көреді? Әділдікпен ел билеген патшаларды, әлеміне амал қылған ғұламаларды, Алла жолына мал жұмсаған жомарттарды, сахар тұрып хаққа жылаған тақуаларды жек көреді. Ібіліс кіммен өш? Несібесін адалдан табатын, үнемі Құдайға шүкіршілік ететін момынға өш. Ібілістің аңдыған дұшпаны кім? Арамды ауызға салмайтын тақуалар. Момын шынайы құлшылық еткенде, Ібіліс қандай күйге түседі? Безгек дертіне ұшырап, тола бойы дірілдейді. Момынның көзінен жас аққанда, Ібіліс қандай күйде болады? Бейне бір мұхит суына тұншыққандай күй кешеді. Ібіліс Алланың дәргейінен қуыларда қандай өтініш айтты? Ібіліс әуелде періштелердің ұстазы болып еді. Оның ілім дәрежесі өскені сонша, Әзәзіл деген құрметті атағы болды. Адамға сәжде етпей Тәңірдің дәргейінен қуыларда бұрынғы еткен құлшылығының ақысын сұрады. Жаббар хақ, не сұрайсың деді. Ібіліс, 10 түрлі нығмет сұраймын. Бірінші, адам баласының арамнан жиған малына ортақ боламын. Екінші, бісмілдәсіз ішкен асқа араласамын. Үшінші, кімдегім арам іске ниет қылса, оның атын қамшылаймын. Төртінші, адам баласына көрінбей жүремін. Бесінші, қияметке дейін өлмейтін ғұмыр бересің. Алтыншы, адамның жүрегінен жай бересің. Жетінші, адамның қанында бірге ағып жүремін. Сегізінші, ғұсылсыздың көмейіне ұя саламын. Тоғызыншы, қалауымша көбейгім келеді. Оныншы, дүние байлыққа үстемдікті мен жүргіземін деді. Жаббар хақ, болсын, бірақ менің ықыласты құлдарымды тура жолдан тайдыра алмассың депті. Ібілістің айласы жүрмейтін ықыласты құлдар кімдер? Құлшылығын оңашада өтейтін момындар. Ондайлардың оң қолы зекет бергенде, сол қолы зекеттен бейхабар болады. Олар Құдайдың дидарына ғашық. Сахар тұрып зарлағанда көзінің жасы бетін жуады. Күн сайын Алла таңды иллаламен қарсы алады. Олар мақтау сөз естісе, денесін балталап жатқандай азап күй кешеді. Жаһанда бір құзғын бар. Әбілхаяттың суын ішкен. Содан қияметке дейін өлмейтін қуаты бар. Аңдығаны өлексе, ол қай мақұлық? Ол Ібіліс. Қияметке дейін Алладан өлмес ғұмыр сұрап алған. Әзіреті Мұхамбет пайғамбар жомарт болған ба? Болған. Оны қалай дәлелдейсің? Мүбәрәктің жомарттығын содан біл. Оның атына бір салауат жолдасаң, ол саған 10 салауат жолдайды. Пейіште тірі жүрген пайғамбар кім? Ол Ыдырыс пайғамбар. Пейіште жүрсе де, Ыдырыстың көңілінде бір мұң бар. Ол не мұң? Ыдырыс жұмақтың ең ғажайып сарайларына кіре алмайды. Періштелер ол жаққа өтуге рұқсат жоқ деп, Ыдырысты жібермейді. Себебі ол жаққа хақ пайғамбардың дидар талап үмбеті ғана кіреді. Сол үшін Ыдырыс пайғамбар Әзіреті Мұхамбеттің үмбеті болсам деп үнемі егіліп жылайды екен. Алланың дидарымен қауышам деп патшалығын тәрк еткен кім? Ол Ибраим Адхам еді. Ол Балх шаһарының патшасы болды. Бір күні тақта отырып, осы Құдайдың дидарына қалай жетсе болады деп ойлады. Сол сәтте патша сарайының төбесінде біреудің жүргені естіледі. Ибраим шатырға шықса, бір дәруіш жүр екен. Патша оған, «Әй, не істеп жүрсің?» деп айғайлайды. Ол,
түйе іздеп жүрмін деп жауап қайтарды. Ыбырайым күліп, әй ақмақ, патшаның шатырында қайдағы түйе деп сұрады. Дәруіш, сен де патшаның тағында отырып алып Құдайды іздеп отырсың ғой. Мен де сол секілді түйемді іздеп жүрмін деді. Ыбырайым сөзден тосылды. Сол сәтінде патшалығын тастап дәруішке айналып кетіпті. Ақиретте барлық пайғамбар өзінің үмбетіне шапағат етеді. Тек бір пайғамбар ғана шапағат ету дәрежесінен айырылған. Ол кім еді? Ол Нұх пайғамбар. Нұхтың 4 баласы болды. Ең үлкенінің аты Кенғам еді. Бірақ ол Құдайды бір деп танымайтын надан екен. Сонысына қарамай әкесі ұлын ерекше жақсы көрді. Жер бетін топан су алғанда ол ұлын кемеге мінгізбекші болды. Бірақ Кенғам таудың төбесіне қашып кемеге мінбей қойды. Кейін оны толқын жұтып, жан тәсілім болғанда, Нұх Құдайдан ұлының күнәсін кешіруді тіледі. Сол сәтте Жаббар Хақтан ескерту келіп, әй Нұх, сен ұлыңа емес барша адамзатқа жіберілген елшісің. Неге жалғыз ұлыңның ғана қамын жейсің деп. Нұх ағат іс үшін Тәңірден кешірім тіледі. Құдай оны кешті, бірақ шафағат кубра дәрежесінен айырды. Сол себепті ол ақыретте өзінің үмбетіне шапағат ете алмайтын болды. Ібіліске насихат айтып, тәубеге келтірмек болған қай пайғамбар? Ол Нұх пайғамбар болатын. Пайғамбар үлкен кеме жасап, оған барлық жан-жануарды кіргізген соң, адам атаның мүрдесін әкеліп кеменің дәл ортасына жайғастырды. Кеме топан суда 40 күн 40 түн жүзіп отырды. Кеменің ішіне лып етіп Ібіліс те кіріп кеткен еді. Бір күні пайғамбар оған уағыз айтып бетін бері бұрмақ болды. Ібіліс оған, әй Алланың елшісі, мен расымен тәубе еткім келеді. Сен пайғамбарсың, Құдайға сөзің өтеді. Тәңірге дұға етші, менің күнәмді кешіп, тәубемді қабыл етсін деді. Нұх қуанып кетіп, уа жасаған ием, мына Ібіліс малғұн тәубе етіп отыр. Тәубесін қабыл етіп күнәсін кеше көр деді. Ұлық Алла, әй Нұх, мен кешірімді Алламын. Дүниеде мен кешпейтін күнә жоқ. Ібіліс әлімсақта адамға сәжде етпей қасарысып, менің дәргейімнен қуылып еді. Егер адам атаның мүрдесіне сәжде етіп, менің озалдағы әмірімді орындаса, барлық күнәсін кешемін деді. Нұх сайтанға қарап, адамның мүрдесіне бір мәрте сәжде ете алсаң, Құдай күнәңді кешіреді деп өтінді. Сонда Ібіліс, мен адам атаға тірі кезінде сәжде етпеп едім. Енді өлі денесіне сәжде етемін бе деп қарсы сұрақ қойды. Нұх сонда барып, сайтандағы тәкаппар мінездің әлі сынбағанын түсінді. Тәңірі тағаланың мал-мүлкі, дүние қазынасы бар ма? Бар. Заманында Мұса кәлимолда Тәңірісінен, уа жасаған ием, маған дүние мүлкіңді көрсетші деп өтініпті. Сонда Жаббар Хақ, ана таудың бір шатқалына шық деп бұйырды. Мұса шатқалға барса, кілең арық қой, шұнақ ешкі, кәрі сиыр, қотыртай, тышқақ, лақ, соқыр түйелер қаптап жайылып жүр екен. Одан бөлек күйе жеген киіз, тесілген текемет сынған сандық үйіліп жатыпты. Мұса сасық балып, уа жаратқан, мыналар шынымен сенің мал мүлкің бе деп сұрады. Иә деп жауап берді Рахман. Қалайша сенің малың ақсақ-тоқсақ ауру сырқау деп таң қалды Мұса. Енді маған не дейсің Мұса? Адамдардың Құдай жолына атаған садақасы, шалған құрбаны осылар ғой депті.